күнге бөленген бүгін, армысыздар көрермендерім. Тәтті әзіл жинап, шаттық күлкі сыйлап, сіздер үшін әзіл әлемі. Тәтті әзіл жинап, шаттық күлкі сыйлап, сіздер үшін әзіл әлемі. Шырқалады әніміз бірге, сіздерменен жанымыз бірге. Көтеріңкі көңіл, неткен ғажап өмір, шаттанайық бәріміз бірге. Көтеріңкі көңіл, неткен ғажап өмір, шаттанайық бәріміз бірге. Күнде думан, күнде шаттық мереке, арта берсін қазағымда береке. Бірлік бақыт болсын күліп, шаттық енсің бар қазақтың үйінде. Күлкі деген өмір ажарым, тарқамасын көңіл базарым. Мерекені тойлап, жүрміз күліп ойнап, сіздер үшін әзіл әлемі. Мерекені тойлап, жүрміз күліп ойнап, сіздер үшін әзіл әлемі. Күнде думан, күнде шаттық мереке, арта берсін қазағымда береке. Бірлік бақыт болсын күліп, шаттық енсің бар қазақтың үйінде. Бірлік бақыт болсын күліп, шаттық енсің бар қазақтың үйінде. Бүкіл шоуды құрттың ғой сен. Кім құртты? Сен құрттың. Мен ештеңе де құртқан жоқпын. Барлығы шықты керемет, панк, саған келді, не бұл? Техникалық ақау. Қалай техникалық ақау? Біреу жақсы техникалық ақау болсын. Жоқ. Екеу, үшеу қатарынан не деген техникалық ақау? Дұрыс қой, маған үшеуін бердіңіздер өзіңіз. Осыны атасын сен деп. Халықтан ұят болып қалмасын, жайрақ атылған кезде атылмай қалмасын деп, анаяқта тексеріп алдым ғой мен. Өзі атылып тұрды. Мына жерге істемей қалды, техникалық ақау. Есің дұрыс па ол деген бір-ақ рет атылатын нәрсе. Ой, тәке қойыңызшы, мынаны қарасаңшы, 500 деп тұр. 500 рет атылатын бұл. Ол бағасы 500 теңге. Мә, онда бастың ақауы болды ғой ол, Бастың ақауы дұрыс айтасың. Бүкіл шоуды құрттың бітті енді. Енді концерт көреміз. Ойлағам, сен атқаннан кейін анша 4-еу ату керек. Төбеден шар түсу керек. Ан жақтан 20 жігіт, мына жақтан 20 қыз шығып, мына жерде хоп деп бітіруіміз керек. Бәрін құрттың. Мен деген шоуменмін ғой. Былай істейік та, бүкіл залдың светін жақпайық, 1-2-3 деген жарқ етіп жана қалсын, бүкіл зал. Вау дейді. Қойындаршы болды, жақсы. Онда шоу болмайды. Қанат барлығын құртты. Концерттің ортасында онда өзің бірден келіп шоу қыларсың. Біз бастаймыз әзіл әлемі. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум, армысыздар, ақсақалды аталар, ақжаулықты әжелер, ағалар, жеңгелер, іні қарындастар, замандастар. Астана қаласы көңіл тапқырлар театры әзіл әлеміне қош келдіңіздер. Баршаңызды көргенімізге өте қуаныштымыз. Жалпы осы залда отырған барлығы мен танимын. Барлығыңызды танимын, біріңізді жақын танимын, біріңізді осы концерттен көріп жүрмін. Ағаларымызды мысалы үшін көп көремін. Осы біздің концертімізде әрқашан залда отырасыз, аға. Мұртты бар аға, сізді айтып отырмын аға. Сізді де танимын, барлығыңызды білемін. 8-ші қатарда отырған тіпті қонақтарымыз, мына жақта балкон, барлығыңыз бұл залда отырған біздің театрымыздың тұрақты көрермендері. 5 жылдың ішінде біз осында көрермен тапқанымызға өте қуаныштымыз. Рахмет сіздерге. Қыс болсын, жаз болсын, көктем болсын, біздің концертімізде әрқашан өздеріңнің орындарыңыз бар. Орындарыңа дейін жаттап алған барлығыңызды білем. Жаңа айтып жатырық енді телефонға түсірмеңіздер деп. Біз түсірмеңдер десек те түсіреміз ғой. Түрді күшті қылып қойып аламыз бүйтіп жаңа. Түсірмей отырған секілді. Бірақ саусақпен бүйтіп ол екі адамның ортасынан бүйтіп от түсіріп отырған кезде байқамай қаласың ғой. Ал егер бізді бүйтіп айтсақшы, түсіріңіздерші. Бізге көмектесіңіздерші. Кішкене жарнама істейік деп едік. YouTube-қа салайық деп едік. Интернетке шығарайық. Түсіріп бересіздер ме десең, онда айтады. Жоқ. Единица жоқ ішінде. Телефон батарейкасы өшейін деп жатыр. Кішке түсіре алмаймын, ренжімеш деп. Біз әр нәрсені керісінше істейміз. Шапалақ ұрыңдар десек, ұрмаймыз. Ұрмай-ақ қойыңыздар. Рахмет. Бүгін енді
жалпы көпшілік ойлайды Тұрсынбектер осы концертті 1 сәуірге береді екен. Бұл енді ата-бабамыздан қалған ешқандай мереке емес деп түсінемін. Бұл ата-бабамыздан қалған ешқандай мереке емес. Наурыз айында да концерт беруге болады. Бірақ енді өзіміз Астанада тұрғаннан кейін көптеген облыстардан, елді мекендерден көптеген театрлар келіп жатады. Солармен бірге жағаласпайық. Өзіміз енді қонақжайлы халықпыз. Наурыз мерекесін 8 наурыз, 22 наурызда басқа театрлар, біз енді асықпай, айтады ғой қазақта, өзіміз қалып шай ішейік деген секілді. Міне 1 сәуірде өзіміз қалып, өзіміз міне әдемі осы концертке келіп отырғандарыңызға рахмет. 1 сәуірде енді кезінде 1 апрель никому не вер дейтін еді. Біз бүйтейік деп тұрық. Бұл ешқандай күлкі күніне ешқандай бір неге емес. Сәуір болмай, тәуір болмайды дейді қазақта. Сондықтан да осы сәуірге де жеттік, аман есен. Қыстан аман есен шығуымыз, қазақ оны да тойлаған. Сондықтан да мереке құтты болсын, ардақты ағайындар. Қош келдіңіздер. Осы партерге билет алғандар, олар білет. Тура қарап отырады концертті, кәдімгі әдемі бүйтіп. Енді мен мына жандарында отырғандарға, бұларға да енді мына жерге отырмандар деген жоқ. Біз енді билет таусылып қалғасын, сіздер кішкене шустрелаусыздар, алып алдыңыздар. Сіздерде жұмыс болды, жоғарыда отырғандар бар. Тура отырғандар бізді тура көріп отырасыздар. Кішкене шаш өсіп кеткен екен, табырды болып кеткен екен, кішкене бойы кішкентай екен ғой. Ана жанында отырғандар әңгімелер мынандай, қарын шығып кетті ғой. Бұлар не көреді енді басқа жанымыздан енді? Арықтап кетті ғой деген секілді. Төбеден отырғандар вообще төбесіне шаш түсейін депті ғой деп жаңа. Әркім енді әртүрлі көріп отырады. Қай жерде отырса да барлығы сіздер үшін. Қош келдіңіздер, құрметті достар. Және де мына жанында отырғандар, сіздер бүйтіп отырсаңыздар, ана төбеде отырғандар вообще қалайсыздар, амансыздар ма? Ол жақта да адамдар бар. Қош келдіңіздер. Олар енді былай тікезінен қарап отыр. Мына жанында отырғандар 2 сағат бойы концертті былай қырынан қарап отырады. Сен ойла, 2 сағат бүйтіп отырады, и одан кейін мойын қарысып қалады. Концерттен кейін кетіп батады дейді. Мына жақтағы баласын көрмейді. Қайдасың дейді? Мына жақта отырғандар былай қарап отырады. Былай қарап отырады. Мойын бүйтіп қалады. Кей кезде ойлаймын да. Мына жаққа ағамызды, мына жаққа жеңгемізді отырып қойсақ, хотя бы 2-3 сағат бір-біріне қарап кететін еді деп жағып өйтіп. Аман болайық. Қош келдіңіздер достар. Әзіл әлемі сіздер үшін. Біз жаңа айтып жатырық енді қыстан аман есен шығуымызбен де. Біздің қазақ халқының жалпы қысқа кіруі, қыстан шығуы, ол да тұнып тұрған бір әзіл. Осы тақырыппен кешімізді бастайық. Алдарыңызда театрымыздың талантты актері Қайрат Әділгерейұлы. Қарсы алыңыздар. Театр, Астанада театр, басқалада театр, театрға жігіттер келді қаншар бол, әзілдейміз күліміз енді базар жол. Ассаламағалейкум, кеш жарық Астана, мерекелеріңіз құтты болсын. Мына көктем келіп жақсы болып қалды, қар еріп, жердің беті көрініп, мына жалпы қазақта сөз бар. Қыстың қамын жазда ойла дейді. Мына басқа ұлттар жазда жүріп, кәдімгідей қысқа дайындалады. Біреулер варенье жабады, салат пісіреді, компот пісіреді. Бізде уақыт жоқ оған. Біз той тойлап жүреміз. Болмаса қыста болатын тойдың тойханасын іздеп жүреміз. Біз бүйтеміз, құрсын әлі 6 ай бар емес пе, несіне асығасыздар, үлгереміз ғой деп жүре береміз. Сосын сентябрьде айтамыз, әлі 3 ай бар ғой, құрсын несіне асығасыздар деп. Сосын 31-ші күн ноябрьде кетші ертең декабрьмен дейді. Туана крыша тағы жабылмай қалды ғой деп жүре береміз да. Бірақ біз жазда жүріп бір нәрсеге дайындаламыз, ол соғымға дайындаламыз. Жазда жүріп қыста не жейтін ойлап жүреміз да. Қораға кіреміз да, ана тұрған жылқы биыл соғымға кетеді дейміз. Жылқының өзі бүйтіп қалады. Ол қой ғой, оны осы аптада сойып жеп тастаймыз дейді. Жалпы мал сойылып жатқан процестің ішінде обязательно бір үлкен кісілеріміз, әжелеріміз қатысып отырады. Мал сойылатын таң ол өзі былай басталады. Тұрсаңдаршы сағат деген талтыс болды, тұрсаңдаршы дейді. Таң атпай алтыда. Болсаңдаршы не істеп жатсыздар? Құман қайда, табақ қайда, болыңдар қазір үлгере алмаймыз. Сендер әлі жатсыңдар ма дейді. 1 минут болған жоқ әлі кеткеніне. Мынаны кім сіз тастаған? Деп маг ойнап жүреді дейді. Назар қайда, Назарға хабарласыңдар дейді. Назар деген біздің әулетіміздің қасапшысы. Онсыз бізде тауық сойылмайды. Бір өмірге келгенде біздің әулетіміздің малын сою үшін келген сияқты кәдімгідей. Пышағы бар, қайрағы бар өзінің кәдімгідей. Сосын мал үйтетін, бас үйтетін, аяқ сирақ үйтетін паяльник жарыңғыз Рахым деген көршіде болатын. 10 жыл болды, біреу паяльник алмайды. Рахымнан сұрап жүреміз әлі күнге дейін. Рахым настроение жақсы болса паяльник бензинмен береді, настроение жоқ болса вообще бермей қояды. Содан не керек? Мал сою процесі басталады. Біз енді кішкентай кезімізде көбіміз қатыстыратын, көрсін, білсін, үйренсін дейтін болу керек. Ана сирақтың бір тірсегін тіл жібереді, саусағын ілінетіндей қылып, ыңғайлы қылып береді. Соны тартып тұрасың деп шығып кетеді, қайтадан ұстайсың, ұстасайшы деп ұрсады сосын. Сосын жайлап сойылып жатқанда, бір жауырын жаққа келгенде бірдеңені кесіп алады. Міне кел дейді. Түкір мынаған дейді.
түкіресің, сосын әжең разгон алады. Есікке қарай жүгіреді де шақ етіп жабыстырады. Сосын анау 8 ай бойы жабысып тұрады сол жерде. Оның зәт екенін білмейсің вообще. Анысы да бүйтіп шығып қоясың бүйтіп. Сөйтсе ол ырым екен. Ана үйдегі жүрген бозбала үйленгенде ертең алып келген әйелі біздің әулетімізге жабысып қалсын дейді екен ғой. Қазір не істейді? Қазір кесіп алады, мында кел дейді. Түкіртеді, сосын өздері асықпай мамен клей жағады. Сосын есікке жақындайды да екі шегемен қағып түсіреді. Бәлесінен аулақ кетіп қалып жүрмесін деп. Қорқады ғой енді қазір сондай ғой. Сосын қарын жаққа келгенде, ойбай, қар түсті, апым, қарын түсті деп қуанады кәдімгідей. Бір әулетке келін түсіп атқандай. Просто қарын түсіп атқан. Біздің әулетімізде шек қарын аршитын 2 келін болатын. Айжан апа мен Гүлнар апа. Үйтіп олар 78 жыл түскен келіндер ғой. Мен жоқта. Өткенде барсам жастар 60-ға келді, әлі дейін шек қарын тазалап жүр ғой. Мен айтам, сіздер келін түсіріп жатсыздар, немере сүйіп жатсыздар, берсеңдер шана келіндерге тазаласын десем. Ойбай, өткенде ана 2 келінге берсек бүйтіп жүр дейді. Екінші келін тұр дейді табақпенен. Оларға не деп тазалатасың дейді. Өзім тазалай салайын дейді. Олардың тазалағанын көрсең, кәдім кір жуғандай. Шекті еще пожарның шланг ұстап қолына орайды отырып. Сосын бүйтіп сыртынан қарап жүрсем, әжеме қараймын ғой, бәрімізді асықтырып жүреді. Болсаңдар, қайда, анау қайда деп. Сөйтсем, олар асығады екен. Олардың өздерінің кайфы бар. Мал сойылып, жіліктеліп, бұтарланғаннан кейін дұздайды. От сол кезде өздерінің кайфы да. Жынына бірақ келетін кайф қой, хоббилары. Еттің бәрін жайып алады айналасына. Ешкім жоқ, жаңғыз өзі отырады. Королева мясы бар ана еттің ортасында. Анаң бәрін дұздайды. Мынау жақсы шыққан екен еттігін. Мал деген керім екен, семіз екен мынау. Сосын ана жерде бір көсек ет қалып қойса, оны тұрып алады, уақыт жоқ ода. Жата қалып алады еттің үстіне бейді. Алдына қарай лақтырады, сосын бәрін дұздайды. Дұздағаннан кейін бөледі ананың бәрін. Мынау кәріжілік Жексенғали құданікі. Мына тоқпанжылық мамамның бөләпасы бар, соған. Мына төсет деген Мұрат деген күйеу баланікі. Мына құйымшақ деген құдашанікі. Сонда бізге вообще ет қалмайын деп тұр ғой. Анаң бәрін дұздайды, морозильникке тығады, сосын қыс бойы вермишель жеп шығасың ғой. Мен айтам да еліме, мал сойдық қой, етпен бірдеңе қуырсаңдаршы десем, не істейсің, оның бәрі қатып жатыр дейді. Мал алып соятын кездегі әңгімені қараңыздар әженің. Балалар үшін сойып жатырмыз. Балалар жесін деп алдық дейді. Атасының басы вообще ет көрген жоқпыз. Қайтадан мал сойып жүргенде ит жақсы. Бірдеңе кесесін, лақтыра қойсын, аузымен тістейді де кетеді. Сөйтіп соғымға шақырады, кейде бізді шақырады ғой, сөйтіп соғым жеп жатқанда ойлап қойсын, біздің етте осындай дәмді ме екен деп. Танымайсың да етіңді вообще. Сөйтіп көктем келеді, ойбай сүрленіп ет дайын болды, ананы шақыр, мынаны шақыр, аумин, Аллаху акбар, бітті, сонымен ет жоқ болып кетеді ғой. Мына өзі айтайын деген көбісі айтады, қазақ ішіп жеуден басқа түк білмейді деп. Жоқ, соғымның өзінде де үлкен мән тәрбие жатыр. Соғым сойылған кезде қаншама ағайын туманың басы бір дастарханда жиналып бірігеді. Еліміз заманымыз тыныш болсын. Дастарханымыз тек қана мерекеге, қуанышқа, тойға жайыла берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын, Астана! Қайрат Әділгерейұлы. Кей кезде мен ойлаймын, осы біз қазақ қызықпыз енді. Бала дүниеге келеді, 1 жасқа толған кезде тіл шығады, кішкентай. Сол кезде барлығымыз қызық көріп, сол баланы сөйлетеміз. Тіл тәтті ғой енді. Мама деп айтшы деп мамасы бастайды. Мама деп атыр деп. Папа жүгіріп кетті. Папа деш деп. Папа десе, папа деді деп. Непотема көршілер келіп тұрады, Мұрат деші деп жаңағыдай. Енді барлығымыз қызық көріп сөйлетеміз сол баланы. Қашан сөйлейді осы бала деп жүреміз. Сосын 4-5 жасқа толып, үйдің ішінде тіл шығып сайрап жүрсе айтамыз. Жап шаузын сума кетпей. Неме жағаласып өтсің? Кетшен жаққа баран жаққа. Одан кейін оланы сөйлеткізбей қоямыз. Енді тай басып жүрген кезде солай. Мына бала қашан жүріп кетеді, мына бала қашан жүреді деп армандаймыз. Үйдің ішінде жаңағыдай 4-5 жасқа келіп шауып жүрсе, отыр жай аяқ астына оратылмай. Шыбырлаған бірдеңе екенсің деп. Неге айтып жатырмын? Өйткені сахнаға шығатын жігітті тура осы. Театрымыздың кенжесі, сөйлесең сөйледің дейміз, жүрсең жүрдің дейміз. Арман Жаналиев. Армани. Астана, қалайсыздар? Мерекелеріңізбен Астана!
Театрдың кенжесімін ғой. Ең кішкентай мен театрда. Бәрі менен 5 жас, 10 жас үлкен. Бәрін айтқанын істеймін. Ешкімнің көлін қалдырмаймын осы театрда жүріп. Осы қазір қанатын аяқ киім сүрт шығып жатырмын сахнаға. Анаған прическа жасап беремін, анаған киім үтіктеп беремін. Бір сөзбен айтқанда театрда барып кел, шауып кел мен. Театрдың ең жасы мен, еще ең красавчигі мен ағайын. Бүгін енді қазақтың есімдері жайлы сөйлескім келіп отыр, әркімнің есімі бар. Неше түрлі керемет есімдер, неге олай қойды деген сұраққа әркім әртүрлі жауап береді. Өзінің бір қызықты оқиғасын, мағынасын, мәнін айтады. Алыстан емес өзімнен бастаймын, атым Арман. Неге деген сұраққа жауап берейін? Менің папам кеш үйленген. 30 жасында үйленген, папамның мамасы менің әжем мені көруге армандаған. Сөйтіп көре алмай өмірден өтіп кеткеннен кейін әжесінің арманы деп есімімді Арман қойған. Інімнің аты Нұрсұлтан, 91 жыл туылды, ел басын құрметіне қойды. Нұрсұлтан Назарбаев та ел басқарсын, президент болсын деп Нұрсұлтан қойды. Одан кейінгі інімнің аты Мейрамбек. Мейрамбек Беспаев сияқты әнші болсын, халықтың сүйіктісі болсын деп Мейрамбек қойды. Қазір базарда футболка сатып жүр. Базардың сүйіктісі болып жүр. Мамамның аты Ұлбосын. Біліп отырсыздар, ырымдап қойған. Мамамның алдында 2 қыз болған, мамамнан кейін Ұлбосын деп Ұлбосын қойды. Бірақ мамамнан кейін тағы да қыз туылды. Ол қыздың атын Ұлбосыншы деп қойды. Одан кейін тағы да қыз туылды, ол қыздың атын Ұлбосыншы деп қойды. Папамның аты Нұрғали. Папам туылатын кезде атам мен әжем базардан барып пылесос алған. Сол пылесостың құрметіне Нұрғали қойды. Бұл менің жанұям. Мен қазақтың қыздарының есімдеріне таң қалам ғой. Кеше бір қызбен танысып тұрсам, есімін айтпайды. 2 сағаттан кейін әрең сұрамын, сөйтсем есімін айтуға ұялып тұр екен. Айтты мен, екісін қарындас танысайықшы, атыңыз кім десем, бүйтеді ана қыз. Мен танысайық, есімім Торғай дейді. Түріне қараптым, Торғай, онда менің атым Бүркіт дедім. Сөйтсем, сіз неге ойнап тұрсыз? Мен туған ағамның аты Бүркіт дейді. Сенің ағаң аты Бүркіт па десем, иә дейді. Туған сіңілің аты Бұлбұл ма десем, қаяқтан біліп қойдыңыз деп қойды маған. Қалай білмейсің, мама бауыңа құстың атын қойып тастаған ғой дедім. Сендер птица фабрикада тұрмайсың ба дедім ана қызға. Сөйтсем ренжіпті, ренжіме қазір рогатыми атам дедім ана қызға. Сіз неге менің есіміммен ойнайсыз дейді. Ренжіп тұр, мен бұрын ренжімейді екенмін ғой. Мектепте 30 бала болса класста, бәрі менің есіміммен ойнайтын ғой. Мен келетсем болды, Арман, барабан, китайский таракан деп ойнайтын мен кәдімгідей. Мен сол кезде мамаға барып папаға айтпайды екен ғой, неге Арман қойдыңыз, мен мазақтап жатыр деп. Ал қазір өзінің есімін ұялып, өз есімін бұрып айтатын қыздар бар екен. Мысалы, қыздың аты Бәтима болса, Бәтима. Ол жігітпен танысқанда Бәтима деп айтпайды, атыңыздың сен бүйтеді, Батима дейді. Кім дейсің? Батима дейді. Бір ботинка деп айтқан сияқты ана қызшы. Ол Батима түр айтып тұрған Бәтима екен ана қыздың. Қатира болса, Қатира деп айтпайды, атыңыздың сен Қатира дейді. Квартира дейді, бір квартира деп айтқан сияқты ана қыз. Сосын қыздар өзінің есімін қысқа қылып айтқан жақсы көреді. Мысалы, Қатира болса, Катя дейді. Эльвира болса, Эля дейді. Батима болса, Батя дейді. Мен бір қыз танимын, аты Айка. Күнде Айка дейміз, бір күн сұрадым. Тоқташ Айка. Сен Айка дейміз, шын атын Айгерім ба десем, жоқ, Гауһар дейді. Не үшін Айгерім деп жүрсің, Айка деп жүрсің, не үшін Гауһар деп жүрсің десе, просто маған Айка деген есім ұнайды деп қояды. Кейбір есімдер болады, аты затына сай. Мен Таубұзар деген бір жігіт танимын, денесі үлкен кәдімгідей шкаф. Қорқасың анан. Аты затына сай ұрған кезде бәрін бұзады. Танысқан кезде қорқасың. Атыңыздың Таубұзар кешіріңізші ағай деп қорқып кетесің. Мен мына денемен шығып, менің атым Таубұзар десем, сен бейсіздер ғой, кетей, сен ары кетсе бұтақ сындырасың деп айтасың ғой маған. Сосын кейбір есімдер болады, бір болмайтын оқиғаларға байланыстырып қояды. Бір Света деген қызын танимын, аты Света. Қазақ қыз, не үшін атың Света? Орыстың атын қойған. Неге Света десем, мен туылатын кезде үйде свет болмаған, сосын атым Света дейді. Сосын мен айттым, сен туылатын кезде үйіңде отопление болмаса, атың батарейка болатын бет деп анаған кәдімгі. Кейбір есімдер болады, ырымдап қоятын есім. Мен естідім, бір жеңгеміздің 4 баласы өмірге келіпті. Ойлаңыздаршы, 4-еуі сразу. 4-еуіне есім қойыпты. Аман есен тұрар мекен деп қойыпты. Ойлаңыздар, аман есен тұрар мекен. Мен ойлаймын, 4-еуіме 8 бала болса қалай болатын еді? Аман есен тұрар мекен, шекер мекен, бал мекен. Күйеу алып жүр ма, 2 бала туылса, Қоша ханым қайда екен? Мен бөтіре салайық деп ана жер. Сосын қазақта да бір жақсы салтымыз бар, келін түскен үйде қайын жұрттың есімін атауға болмайды. Қайнатасын, атасын, өзінен кейін кішкентай қайын інілерін. Менің 4-5 жеңгем бар, мені біреуі де Арман демейді, неше түрлі атым бар. Үлкен жеңгелерім сер бала дейді, үйде отырмағаннан кейін сер жігіт дейді. Жаңадан түскен жеңгелерім ойнайды менімен. Армани, басында бармами дейді маған. Кейбір жеңгем бар, Армани, ты такой ненормальный деп еркелетеді мені. Мен оған ренжімеймін. Бір қыз келін болып түсіпті. Ауылға келін болып түскен, бірден айтыпты. Есіңде болсын айналайын келінжан, ата ененің атын айтушы болма десе, келін айтты, білем депті. Есіңе сақтап ал, атаңның аты Қасқырбай, ененің аты Жібек депті.
ана қыз ертесіне шай ішіп отырса, бір туысқан сынап отыр. Ал келін, айтшы, атаңның аты кім, ененің аты кім десе, ана қыз ойланып отырып, атамның аты Волк, енемнің аты Шолк деп айтады дейді. Волк, Шолк деп орысшасынан құтылып кеткен ғой. Тағы да аға жеңгем өмірге бірінші қыздары келсе, үлкендер ақылдасып, қыздың атын енесін құрмет қойыпты жеңгеміздің. Әжесіндей болсын деп қымбат қойыпты. 2 жылдан кейін баласы келсе, атасындай болсын деп Құдай берген қойыпты. Енді жеңгем қиналып жүрді, атын айта алмайды ғой енді. Қалай айтады енді? Баласының аты атасының аты, қызының аты әжесінің аты. Ырымда баласына ата, қызына әже деп жүр екен, бір кейін. 3 жасар кішкентай қызға әже жүр мультик көреміз, әже жүр мультик көреміз деп жүр екен. Бір күні подружкасы онда отыр дейді, Гуля не істеп жатсың десе, сол үйде отқан атамды бесікке тербетіп деген ғой. Сенің атаң әлі бесікке жата ма десе, ол ештеңе емес, ол әлі емет деп айтады дейді. Сенің атаң әлі емемесі, сен білесің бе, бұндай жаста бәрі емеді ғой деп айтады дейді. Сөйтіп ана жылдар өткен мектепке барған ұл қыздар, сен атын айтпайды екен, салт дәстүр сақтап қойған кісі екен, директорге барып бірден, саламатсыз ба, директор айтты, қандай сұрақпен келіп отырсыз десе, менің әжем сіздерде 4-ші класс оқитын еді деген ғой. Директор таң қалып, сіздің әжеңіз бізде оқи ма десе, иә, не болды десе, кеше класс жетекші ремонтқа ақша жинап жатыр, жағдайымыз болмай жатыр, класс жетекші түсіндіресіз ба десе, директор класс жетекшіні шақырып ұрысып жатыр дейді, сендер не істерің дұрыс па? Бір пенсияға қарап жүрген кемпірден ақша сұрап жүргендер істеп ана жерде. Қандай сұрағыңыз бар десе, жақында менің атам 1-ші классқа барады, орын бар ма деген директор талып қалған ғой сол жерде сразу. Не может быть деп ана жерде. Ең қызығы той жасағанда қызық болған ғой, пригласительный билетке жазып жатыр дейді, құрметті Дастан Алия, сіздерді атамыздың сүндет тойына шақырамыз деп жазып жүрген ғой ана жерде. Пригласительный алғандар ойланып отыр, неужели атасы сүндеткенде отырып жатыр деп. 70-те еді ғой кісі деп. Тойға келген қонақтар шатасып, атамыз құттықтап жүр, құтты болсын ата сүндетке отырғаныңыз деп. Кезінде отыруға уақыт болмаған шығар деп айтады дейді атамызға. Осындай бір есімдер болады. Ата-ананың өзі айтуға ұялып жүреді. Кейбір есімдер болады, баланың өзі айтуға ұялады. Ата-ананың бір парызы баласына жақсы есім қою. Өйткені бір даналық сөз бар, кеменің атын қалай атайсың, кеме солай жүзеді дейді. Есім қоятын кезде ойланып, мағынасы бар, мәні бар. Қазағымызға тән кереметтей есім қояйық. Сіздермен болған есімі де, өзі де әдемі әртістеріңіз Арман Жаналиев Армани. Жақсы есім қоя біліңіздер. Бәрі болады нормальный ағайын. Арман Жаналиев. Рахмет. Мен кей кезде ойлаймын енді, жалпы біз қазақ халқы ұлылардың ұрпағымыз ғой. Мына соңғы кезде біз сөзге шорқақтау болып бара жатырмыз ба? Мына енді той қазақтың қазынасы дейді. Біз тойға, қуанышқа барғанда қазір тілек айтудан қалып бара жатырмыз, тек киім дайындаймыз. Өйткені тілек айтқызбайды, 20-30 адам шығарады, ішінен бір адам сөйлей салыңдар дейді, соған үйреніп қалғанбыз. Ол 20-ның ішінен сөйлейтін адам таппай тұрамыз. Сен айт, көке сен айт, маке сен айт, қой, мен тұрғандан ойты, өтші сен айт, сен байтын. Сол уақыт кетеді. Мен мысалы үшін тілек айтқан кезде адам кейбір сөйлейтін кісілер бар енді. Бүгін залда да отырмын, Бекболат ағаларымыз, мына жалпы қазақ халқы туралы сөйлесе де, тілек айтқан кезде де, бір адамға қарап тұрып, сол кісінің мақтаған кезде, сен туралы айтып жатқан кезде ішіне ойлап қаласың, қойымда мен емес деп бар ғой, соншалықты жеткізіп айтады енді. Біз қазір тойға бара жатқан кезде кейбір ағаларымыз қайда кетіп батырғанын білмейтіндер бар ғой. Кім той деп, бір құдалардың той дейді, киініп берші, қайтасың шарбонға жібір. Киініп аламыз, автопилот күнде той ғой бізде жаңағы. Барып, сосын столға отырып аламыз да, кімнің тойында отырық шаруамыз жоқ. Жерімізді айтып, ұруымызды айтып, бір-бірімізді қарылысып отырамыз. Ан жақта болған сенің аталарың, біз мұн жақта болғанбыз, өй, тұра түсен, жоқ, сен тұра түс, біз мұнда жақта болғанбыз. Бір аталар как будто үстінен қарап тұрған секілді бар ғой, соншама қалғанып атамызды дымымыз қалмай. Сосын тілек беріп отырған кезде, сол кезде барып есімізге түсіп кетті, тойда отыр екенмін ғой деп жаңа. Қайырбек, Мұрат деп жатқан зірке түседі. Мен айтып жатыр ма дейді. Я сіз десең ортаға шығып кетеді ғой кейбір ағаларымыз. Ауызда ет. Тойдың ортасы болды, тамададан сұрақ қояды. Жастардың аты кім дейді ғой. Сонда банадан бері қайда отырмын деп ойлайды екен деймін да. Сосын біз тілек айтқан кезде дайындалмайтынымыз соншалықты, өзіміз не көрдік, қандай проблема бар, соны жастарға айтады екенбіз. Жастардан бастайын, сол жастардың достары 20 мен 25 жас арасындағы жастардың тілегі. Қазір олар тілек дайындамайды, ешқандай киім дайындайды нағыз солар. Жігіттер жағы бірдей бабочка, қыздар бірдей түс көйлек киіп алады, фиолетовый, қызыл, өздері қуып жүреді, тілек жоқ. Бүкіл Қазақстанның жастарының тілегі мынандай. Ортаға шығады, шұбырып. Мұрат, Айгуля, вы замечательная пара. Мұрат, береги нашу Айгүл дейді. Бірақ Айгүл ана жерде кісенде тұрған секілді бар ғой. Айгуля, мы с тобой дейді. Қайда с тобой, ол кетіп барады уже. Кейбір құрбылар бар, подружкалар жылайды тойға келіп. Айгуля,
бір жаңа естіп жатырған секілді сол қыздың күйеуге кетіп жатырған бар ғой. Жоқ, бір ай бұрын естідің ғой, үйінен жылап келсейші деймін де. Өзі әзер тұрған қызды одан сайын көңіл күйін түсірмей. Сосын жастардың білетін бір-ақ мақалы бар, бәрін айтатын. Сендерге қос аққудың махаббатын тілеймін дейді. Адамға құстың махаббатын тілеп не көрінді деймін де. Олар да соған рахмет деп тұрады, мәз болып тұрамыз. Құстың махаббатын тілеп жатырық қой бір-бірімізге. Сосын ең соңында барлығы барам. Поздравляем, құттықтаймыз. Дейді. Бұл қазіргі таңдағы қазақтың жастарының 20-25 жас арасындағы жастардың тілектері осы. 25 пен 35 үйленгендер, кішкене опыты бар, чуть-чуть қарын шыққандар, олар былай бастайды. Мұрат, Айгүл, терпение. Ұрыспаңдар, семья болғас, ыдыс-аяқ шылдырламай тұрмайды дейді енді. Пластмассовый сатып алыңдар деп қуып тұратындар бар жаңа. Соны өзінде әйелімен ұрысып тұрады ғой, тұратшы айтасың ғой, не болды? Сіздерге айтарым, біреуің ұрысқанда, біреуің үндемей қалыңдар дейді. Осы сөздің мағынасын түсінем екен деймін да. Біз қазақты қайдан көрдім, біреуі ұрысып атырғанда екінші үндемей тұрған. Мен көрген емес, біреу ұрысып атырғанда екінші тыңдап тұрған. Айтып ал, қал, мен кезегім келеді ғой деп. Бізде біреу шабуыл жасаса, екінші сразу қарсы шабуыл жасаймыз ғой. Сол, ұрыспасаңдар бәрі жақсы болады, сіздерге тілерім денсаулық. Давайте дейді. Бұл 25, 35. 35 пен 45 жас арасындағы тілек мынандай болып келеді, көбіне ағаларымыз айтады. Ал айналайын келінжан Айгүл, мына Мұрат түнде кешіп келіп жатса сен ренжіме. Біз еркектер жай жүрмейміз, семьяны асырап жүреміз. Сонда ғана әйеліне айтып жатырғанда намекпен қаңғып жүрген жоқпын деп жаңа. Сол, мен саған айтарым сол, ана күн келеме, қабағың ашулы болып шай бер, жақсы ма? Сосын Мұрат, бүгіннен бастап өзің ұстап ал. Осы үйдің отағасы сен. Өзі беріп қойған, ана қайталамасын деп жатыр ғой жаңа. Давай Мұрат, қысылма, қаздан бастап өзіңдің осы үйдің еркек екенін сезін сен енді да. Ал осы айтайын дегенім. 45 пен 55 жас арасындағы аға жеңгелердің тілегі маған өте қатты ұнайды. Ол жастағылар келін түсіргендер. Өшін кімнен аларын білмей жүргендер. Оларға тілек бермесең тойда бәле қаласың. Өйткені ол кісілердің тойға келгендегі бір миссиясы бар. Ешқашан олар күйеуге шығып жатырған келінге тілек айтпайды. Апаларымыз ана жерде отқан өзінің келінін айтып жатыр. Солай өшін алмаса, басқалай вариант жоқ жотым. Ортаға шығады, келінге қарап тұрады, бірақ адрес мын жаққа. Айналайын келінжан, мына екі жақтың әке-шешесін бірдей сыйла. Өз әке-шешеңді қалай көресің, Мұраттың әке-шешесін солай сыйла. Не ол келе сала енесінің баста шығып алады деген. Ондай келіндер бар. Қара су берсеңді қабағыңды ашып бер айналайын. Сол айтайын деген. Микрофон тамадаға береді, әл сөйлеп бардады. Отырсың аш, құда құсап төрге шығып атты, адам жыртып барқан. Ан жерде келін бала ұрысып отыр. Айттым осы апындар барған жерге біз бармай қойшы, вечный мен айтады. Маған айтып отыр, кім айтып отыр? Олар қырылысып отыр бірімен. Одан жоғары 55 пен 65 жас арасындағы аға жеңгелеріміз тілегі ұнайды. Ешкіммен қырылысып жүрген жоқ. Өздерімен өздері. Нағыз тойға келген кісілер солар. Ешкіммен соғысып жүрген жоқ. Олар келінді я жеңгендер, или конкретно жеңіп қалғандар уже бір. Олар тойға шығып бейт бастайды, ана жерде келін баласы отырады, апаларым жаңа. Айгүл сендер сөйлемейсіздер ме? Бізбен бірге шықпайсыңдар ма? Сосын сөйлейсіңдер ме? Сосын сөйлейсің. Келін баланы қоспадыңдар ма бізбен? Сосын сөйлейміз дейді. Сосын сөйлейміз. Жастармен сөйлейміз. Бізбен айтып қалмайды. Осы олар сөйлейді. Айгүл. Ана жерде келін отырады бейт көк бет жаңа. Айта берші мама, айта берші болды қой. Бірінші байлық денсаулық дейді, уже айтатын сөз жоқ басқа енді. Сол жаста өз денсаулық кетеді ойын помой. Сол денсаулықтарың мықты болсын. Ал одан жоғары 75, 85, 95 ол жастағы ата әжелерімізге келінмен ұрыс, денсаулық, махаббат, аққу ештеңе қызықтырмайды. Оның біреу уже қайтып келмейтін біледі уже. Ол кісілердің өзінің бір тілегі бар, бөлек әлемде. Ортаға шығады. Сана біреулерге дүзек кетеді. Жастар мін жақта қойды.
Ол құттықтайын деп тұрған жоқ, ол кісінің өзін бөлек. Бірінші Алла. Ан жаққа дайындалып жүргендер ғой жаңағы. Біз өз пенсияға шыққаннан кейін дайындаламыз ғой. Еліміз тыныш, соғыс болмасын, патшамыз аман болсын дейді. Мен ол кісілерге күліп тұрған жоқ. Ойлап отырсам, ең нағыз тілек сол кісілердікі секілді. Бірінші Алла, еліміз тыныш, соғыс болмаса, патшамыз аман болса, татулық та, махаббат та, аққу да, денсаулық та барлығы болады секілді. Барар жерімізге әрқашан айтар тілегімізді дайындап тұрсақ, дұрыс па деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет. Гүл, сәлематсыз. Рахмет сізге. Жалғастырайық. Алдарыңызда келесі актеріміз, театрымыздың тағы бір талантты актері Медет Досқанаев. Қарсы алыңыздар. Қайырлы кеш, Астана, мереке құтты болсын. Байқадыңыздар ма? Мен хабарлаған кезде маған қандай дыбыс қойды? Сол дыбысқа сәйкес билеп атым. Енді бұндай дыбысқа бүйтіп, қуып тұрмайсың ғой билеп. Болмайды ғой. Сіздер де сол дыбысты естідіңіздер да, сол дыбысқа сәйкес шапалақ ұрып атсыздар. Енді арасында кішкене ритм жоқтар бар екен, олар дыбысты өткіз жеріп жатыр. Оталамай атқан трактор ұқсап отыр, болмай жатыр. Мен енді қазір басына шығайын, бірақ басқа дыбыспен шығып көрейші. Болмай қалды мына биім. Басқаша болып кетті. Сіздер мына дыбысты естігенде бір сахна шетіне ет ап шығады деп ойладыңыздар ма мені? Өйткені қазақтар үйреніп қойған ғой, күйдің дыбысын естіп еді кәдімгі. Ет келатыр. Дастарқандаш. А жоқ, жаба сал, бишілер екен деп. Настроение түсіп кетеді. Көрдіңіздер ма, қарапайым дыбыс арқылы мен сіздердің ойларыңызды өзгертіп жібердім. Демек, дыбыстың адамға берер әсері өте күшті. Дыбыспен адамды ойландыруға болады, дыбыспен адамды толғандыруға болады, тіпті дыбыспен адамды жылатуға болады. Но шетелдің киноларын неге қызық көреміз? Ол жақта бір актерлар күшті, болмаса сценарий мықты емес. Ол жақта дыбысты өте керемет пайдаланады. Кинотеатрға барасың, бір киноны көрейін деп атсаң, келесіде болатын киноның үзіндісін көрсетеді. Мәз саған қаптап атқан дыбыс. Шетелдің кинолары былай басталады. Дело было в 2000 году. Геракл, мы пришли за тобой. Джонни, я не хочу умирать. Войны мои, за этой горой вас ждет великая победа. Ты сын Зевса! Артынан найзаға. Смотрите во всех кинотеатрах «Возвращение Геракла». Мәз саған кәдім аузында жеп отқан попкорн фук өтіп ұшып кетеді. Осы киноға барайықшы, өткізші билетті, осы киноға барайықшы десең. Скоро, дейді. Через 2 года, дейді. Настроениең түсіп кетеді. Ал біздің қазақша кинолар ше, біздің қазақша киноларда актерлар да күшті ойнайды, сценарий да керемет. Бірақ бізде дыбысты дұрыс пайдаланбайды. Біздің қазақша киноларда көбінесе мынандай дыбыс. Жамиля, сен не деген қатыгез едің? Қан бар, үйде кім бар? Әжем тізесіне тұз жиналды дейді дәрігер. Ей, боқмұрым, мен қызыма жолаушы болма. Әке, неге түсінбейсің, мен оны сүйемін. Салтанат, сен әлі кредит аламай жүрсің ба? Барда әкең жағдайын біліп қайт ауылдағы. Барлық кинотеатрдан қараңыздар. Жау жүрек, Салтанат дейді.
Оны қалай көресің енді? Жау жүрек салтанат жарты сағаттан кейін болады десе де көрмейсің ғой. Тоқта, тегін десе де көрмейсің ғой. Өйткені дыбысты дұрыс пайдаланбады да. Мына ужас киноларда байқаймын, көбінесе вампирлардың мойнын келіп деп тістегеннен, болмаса зомбидің деп бүйтіп жарты сағат қуып жүргеннен ешкім қорықпайды. Ужас киноларда дыбысты өте керемет пайдаланады. Ужас кинода мынандай болады, бір қыз бен жігіт жатады, айырылады, тас қараңғы. Сосын ужастың дыбыстары басталады. Джек, are you okay? Жай қолына шам ұстайды, ар жақтан бір деп өтіп кетеді. Сосын адам қаншып, сол қорқып атқан жаққа барады. Джек, your body home? Джек, это не смешно. Деп тұрғанда жай артынан ужастың қолы келеді да иығынан. Дыбысынан шошып кетесің да наны. Ужастың тұр жайына қалады кәдімгідей. Ана дыбыстан ужастың өзі келесі бөлмеге қашып кетеді. Өз ужас киноларда сондай болады, бір киноны көріп отырасың, бірақ та ортасында дыбыс өзгереді. Сол кезде өзің дейсің, ойбай, мына күйден дыбыс өзгерді. Қазір бірдеңе болады. Басылып қалады. Ештеңе болмайды екен ғой десең, қатты кеткен. Дыбысынан шошып отырасың да. Мен байқаймын, бірақ қазір дыбыстарды тек қана киноларда емес, көп жерде пайдаланатын болыпты. Мен өткенде Ж2 залда тұрдым. Ж2 залда тұрсам, адамдар ығы-жығы болып, мен пойызым қашан келеді, мен билетім қандай деп тұрған кезде, мен мына дыбысты естідім. Бүкіл вокзалда жүрген адамдардың бәрі бүйтіп қалды. Пойыз хабарлайын жатыр деп. Сосын бір диспетчердің дауысы кетті. Құрметті жолаушылар, Алматы Астана бағытындағы нөмірі 18 жүрдек пойыз Астана қаласына келіп тоқтады. Сақ болыңыздар, пойыздың тоқтау уақыты 10 минут. Дежерді да. Бүкіл Қазақстандағы диспетчерлердің дауыстары бірдей. Солардың негізі дауыстарын бірдей қылу үшін былай істейтін сияқты. Пойыз хабарлайтын уақыт болды ма? Тың деп барып мұрнын қысып. Құрметті жолаушылар, Алматы Астана бағытындағы нөмірі 18 жүрдек пойыз Астана қаласына келіп тоқтады. Сақ болыңыздар, пойыздың тоқтау уақыты 10 минут. Қарапайым тың деген дыбыс арқылы бүкіл вокзалда жүрген халықты өзіне қаратып алды. Егер де ол дыбыс болмаса қалай қарататын еді? Мүмкін былай қарататын еді. Микрофонды дұрыс деп дұрыстап, вокзалда жүргендер бер қараңдар. Осы пойыз келеді, екі жолға кеп тоқтайды дейді. Пойыздың тоқтау уақыты примерно бір 10-15 минут. Ертең сосын дұрыс естімей қалып, дұрыс хабарламайды, маған заявление жазып жүрмеңдер. Мен өзім жұмысқа зорға кірген адам $200 беріп. Давай жолдарың болсын, мергелеріңмен. Пойызды хабарлап болғаннан кейін қай жолға қашан келіп тоқтайтынын білеміз. Бірақ қандай пойыз келе жатқанын ешқайсымыз білмейміз. Жаңа пойыз келе жатыр ма, ескі пойыз келе жатыр ма? Қазақстанда көп қой неше түрлі ескі пойыздар. Сарыағаш, Астана, Маңғышлақ, Алматы деген ойбой құдай сақтасын. Жолда құмырсқа қолын көтерсе тоқтайтын пойыздар. Еще әр станцияда 20 минут, 40 минут тұрады. Сол негіз пойыз тоқтағаннан кейін бүйтетін сияқты, машинist түсіп, ана түскен адамдар үйіне апарып тастайтын сияқты. Солармен шай ішіп, ет жеп, жақсы сонда мен кешке былай өткен кезде тағы бір тамақ дайындап қоясыңдар ғой деп. Жоқ болып кетеді да. Сонда ескі пойыздарда халықты алдамай мынандай дыбыспен хабарлаған дұрыс. Алтай мен Атыраудың арасынан келе жатқан нөмірі 118 ешек пойыз біздің де вокзалға кеп аялдады ағайын. Уағайын, Ақтөбенің қарны жарылған күн. Пойыз өз уақытынан 3 сағатқа кешігіп келді. Пойыздың тоқтау уақыты жұмбақ. Сосын жаңа пойыздар бар. 24 сағатқа жететін жерге 10 сағатта 5 сағатта жеткізіп тастайды. Отырып үлгере алмайсың. Сондай жаңа пойыздарда мынандай дыбыспен хабарлаған дұрыс. Йо, ассалаумағалейкум, құрметті Ж2 залға келген жолаушылар, Алматы Астана бағытындағы нөмірі 001 жүрдек пойыз біздің қаламызға келіп тоқтады. Көңілдірек. Бізде купе бар, бізде СО бар, бізде ресторан бар, бізде плацкарт деген мүлдем жоқ. Өйткені бізде роллтың ішіге болмайды, провайдтар өздері сонда күшті киініп алған. Пойыздың тоқтау уақыты 1 минут, үлгерсең үлгердің, үлгермесең өзіңнен көр. Йоу! Пойыздың тоқтау уақыты 1 минут, үлгерсең үлгердің, үлгермесең онда сені мына пойыз күтеді. Ағайын!
Біздің тұрғанымызға 3 күн болды. Мінем деушілерге есік ашық. Машинист жота әлі жоқ. Қарапайым дыбыс арқылы көп нәрсені жеткізуге болады. Негізі біз кез келген әнді, күйді құлағымыз арқылы естиміз. Енді сіздерге тілейтінім, сіздер құлақтарыңызбен тек қана жағымды дыбыстар, жағымды жаңалықтар ести беріңіздер. Рахмет! Медет Досқанаев. Жақсы, кезекті жағымды бір жақсы әнге берсек. Алдарыңызда қазақ эстрадасының жұлдызы Ғадылбек Жанай. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум, Астана! Астана! Хей! Маған құшақ ашқан жандай, пайда болдың сен ғайыптан. Бәрі басталғандай, өзің қойған бір лайықтан. Сездіргендей сырымдан ақ қызықтым саған. Ой, 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 аматырдан күлім қағып қарадың сен маған. Әппақ, әппақ қарағым, саған болды созайын. Бақытымды таптым деп статусыма жазайын. Ой, 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 әппақ, әппақ қарағым, саған болды созайын. Бақытымды таптым деп статусыма жазайын. Бақытты бол, қалама деп табыстырды тағдыр бірден. Кездесуге болама деп комментарий қалдырдым мен. Саған таза көңілменен сәлем жолдайын. Ой, 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 жүрегімнің төрінде мен отырайын онлайын. Әппақ, әппақ қарағым, саған болды созайын. Бақытымды таптым деп статусыма жазайын. Ой, 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 әппақ, әппақ қарағым, саған болды созайын. Бақытымды таптым деп статусыма жазайын. Ай, керемет, Астана! Мереке құтты болсын! Әппақ, әппақ қарағым, саған болды созайын. Ей, бақытымды таптым деп статусыма жазайын. Ой, 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 әппақ, әппақ қарағым, саған болды созайын. Бақытымды таптым деп статусыма жазайын. Статусыма жазайын. Не деген қошемет мынау? Астанам! Үлкен рахмет, Астана! Ғадылбек Жанай. Біз енді естеріңізде болса, театрымызға іріктеу істеген болатынбыз, базар жоқ алаңы деп. Сол сайыстың жеңімпаздарын театрға қабылдаған болатынбыз. Алдарыңызда театрымыздың жаңа актері Қажет Смағұл. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум, Астана! Мерекелеріңіз құтты болсын. Мен ана жол көшеде келе жатсам, алдымда бір жас келіншек келе жатыр. Кішкентай баласын ертіп алған. Ана кішкентай бала еркелеп келе жатыр. Мам, маған робот апеш, мам дейм, робот апеш. Немене дейді? Робот деп атырмын.
ерікпеші деп еді. Ана ерікпеш деген сөзді естіген бала қағылып қалған қазық құсап тұра қалды да әбешей деп тұрып бақырды. Ана жердегі бүкіл ел жұрт бәрі жалт қарап еді. Мамасы келіп қалды. Ей, жылама. Анау магазин тұрған сөзін әперем, ет жүр деп еді. Ана бала тұрып, иә, деді кетті екеуі. Мен артынан қарап тұрдым да ойладым, түк шіркін-ай, мына бала қандай бақытты деп. Жай жылай салып еді, мамасы сұраған нәрсесін бере салды. Біз кішкентай болғанда жыламақ тұр ғой, талып қалсаң да ешкім ештеңке бермейтін де. Айна жылына бір кәмпит жесе соған риза болып жүрдік кәдімгідей. Анау кезден 4-5 ирис болатын, кес деген. Оның өзі магазинде прилавкіде күннің көзінің астында бір ай бойы жатады. Әбден ериді анау. Қағаз суланып жабысады. Одан кейін бір апамыз келеді де сатып алады, әкеліп сандығына тығады. Сандықта бір ай ол кебеді. Әбден қатып қалады. Одан дастарханға келеді. Сол кезде мамамыз қонаққа барғанда бізге сарқыт ретін алып келеді. Әй мә, тойдың сарқыты таратып береді. Оны алғанда, ана иристі алғанда қуанып қалады сізге. Ирис деп. Еще оны үйде жемейсің ғой. Сыртқа шығып, мақтанып жейсің. Деп жартылай тазалайсың да жалығасың. Соң қағазымен қоса ауызға саласың. Кетті мына жаққа. Сөйтіп жеп тұрғанда көрші бала жүгіріп келеді. Немене жеп түсіне? Ештеңке? Көрсет жазын. Сөйтіп. Анау біздің кезіміздегі прәндіктер қандай еді? Тәп-тәтті, қап-қатты шіркіні. Анау тез біт қалмасын деп бірінші жан-жағын қыратымыз бейді. Жан-жағын қырып алған соң төбесін қырасын. Төбесін қырып болған соң астын қырасын. Бірақ астын үстіңгі түспен қырған ыңғайсыз да, соң кейін астыңғы түспен қырасын. Қырып болған соң мына жердің бәрі прәндік болып тұрады да. Бәрі қырып болған соң кейін анадан 4 бұрыш жасайсың. 4 бұрыш жасап алған соң 3 бұрыш жасайсың. Сөйтіп тез біт қалмасын деп ермек қылатымызды. Мен жалпы мына қазіргі кейбір жас семьялар түсінбеймін. Ана 1-2 бала тауып алады да, соң кейін оны папасы, мамасы, атасы, әжесі бәрі бір қасықтап тыққылайды тамақтан. Ата үшін, апа үшін, папа үшін, самолет ауыздаш гараж, вұрын деп, ана бала еркелеп отырады, жемейін қайш деп. Біз кішкентай болғанда ешкім бізге бүйтіп тамақ бермейтін. Күні кешке дейін далада қуып жүрсің. Күннің астында бет жарылып кеткен, ақтаңғылақ. Аяқта мынандай мазолы болатын. Анау тікенектен жүгіріп өтсін, тікенек аяққа кірмейтін. Майысып қалатын кәдімгідей. 1 сентябрьда сабаққа барған алдында аяғымыз аяқ киімге сыйсын деп, апайларымыз жылы суға матырып аяқты. Жібітіп ана мазолы пышақпен жуынып алып тастайтын кәдімгідей. Күні кешке дейін жүгіріп жүрсің де, кешкісін үйге келесің дейді. Немене бар еді жейтін деп. Апайымыз ұрсатын. Қайда үшін уақытында тамақ ішпей, жоқ бәрі біттіріз. Жарайды, нан жей салам деп. Нан даласын. Біздің кезімізде күшті май болатын. Подсолнечный деген. Соң кейін маргарин, солнечный. Соны алып жағасың, мынандай қып жағып аласың да, қантқа күмп өткізесің. Қанттан алып шығасың, үстінен повидло жағасың. Одан кейін екінші нан жағасың да,
Болатбек жүгіріп келеді. Иә, жейін берші жартысын деп. Анам бөлесін, бөлсең мына жақтан повидла ағып атады. Мә деп. Ол мен қалтамда пияз бар деп, пияз алып шығады. Тәтті мен ашын ұрып тұрасына қырт-қырт өткізіп. Кішті кішті деп сөйтіп. Сөйтіп өстік та. Анау мороженое айтамын шіркін, ай қазір кім жемейді соны. Енді бізде бала кезінде жемейтіміз, өйткені біздің ауылда жоқ болатын ол мороженое. Телевизорда біреу жеп тұрса, қарама-қарсы отырып бірге жеп отырасың. Мен жалпы мамамыз қалаға барады десе қуанатымыз. Мам, бізге мороженое әкеп берші деп. Мамамыз қалаға кетеді, қаладан келгенде қасына жүгіріп жүрсің. Мам, әкелдім ба, мороженое әкелдім бе? Я, әкелдім десе, мына көзің сумкадан бош түспейді. Мам, берші, мороженое берші, мам, берші, берші деп. Туф, не болды, қазір берем ғой деп алып шыққан кезде ойлайсың, анау қағазы бар, таяғы бар, кәдімгі мороженое алып шығады деп. Пакет алып шығады, пакеттің ішінде сүт. Қаладан ауылға жеткенше еріп кеткен ғой. Оны кесеге құйып, холодильникке салып, қатырып, одан кейін кесеме қасық алып деп риза болып тұрмыз. Немене жеп түсіне десе, мороженое, пломбир деп қоясың. Мен жалпы мына тірі мороженойды, кәдімгі тірі мороженойды бірінші рет өмірімде 15 жасымда жеп көрдім. Қазір 15 жастар балалардың ойында уже қыздар ғой, қыздармен жүреді. Бізде мороженеден басқа түксей болған ғой. Қалаға келіп, бірінші рет ана 5 этаждық, 9 этаждық үйді көріп, ағам не жейсің деп сұрақ қойғанда, ағамның сұрағы мен жауабым ортасында 1 секунд жоқ. Не жейсің? Мороженое, қандай, пломбир деп. Жүр деп алып барады, ана мороженое сататын орыс әйелдер болатын да. Бай тұратын да, төбелеріне бірден киіп алған былай. Холодильникті ашып тұрған көп мороженое, көз жүгіріп кеткен. Мальчик, выбирайте, анау. Ой, шіркін, анау. Мақтанайын десең, ешкім саған қарамайды, ешкім сені танымайды. Ту, шіркін, ауылда болсын ғой, қазір көрсек ауылдықтыларды. Гороскопы қаптысың ғой. Сөйтіп өстік қой. Ол жарайды, ол тәтті тағамдар былай тұрсын. Біздің кезіміздегі ойындар қандай болды деймін да. Анау біз бала болғанда ләңгі деген ойнайтынбыз. Қорғасынды құйып аласың да, екі жерден тесіп, соң қойдың немесе ешкінің терісін ойып кесіп аласың да, сым темірмен балап бүйтіп теуіп ойнайтынбыз. Мына жақпен тепсең 3-тік болып саналады, мына жақпен тепсең 5-тік болып саналады. Үшімен ұрсаң ол 1-лік, бүйтіп секірсең ол 10-дық, былай секірсең 20-лық болатын. Мен бір досым болатын, Тәм деген. Ол тек қана 1-лікпен ғана ойнайтын. Және ешкімге сенбейді, түрі өзі былай бүйтілді. Жігіттер санама қойыңдар, өзім санап аламын дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сөйтіп аланып жүре береді сол әңгімен. Соң Ерғали деген бір досым болатын. Ол талтақ болатын. Мынау кәдімгідей ойнайтын. Лақтыр отыр. 1, 2. Анау талтақ қой 20-лықты күшті ұратын да. Анау 20-лықты ұрғанда аяғым ора болады да. Анау екі ләңгімен ойнай беретін, секіріп спокойно, қайшы құсап.
Бірақ ол бесікті ойнай алмайтын, аяқ талтақ қой, бесікке келмейтін аяқ. Сөйтіп өстік. Сөйтіп ана кішкентай баланың артынан қарап тұрып ойладым да. Қазіргі жастар емес, бізде де бақытты болыппыз ғой деп. Әрқашанда бақытты болып жүре берейік. Рахмет! Қажет Смағұл. Жалпы мен өз басыма осы әзілдердің ішінен тақырыптардан осы отбасылық, оның ішіндегі мына күйеу мен әйелдің арасындағы ұрыс керіс ушу сол қатты ұнайды. Білмеймін не екенді. Көп ойлайтын шығар, Тұрсынбек әйелімен ұрсатта жүре ме деп. Жоқ, бұл әйелім ешқандай қатысы жоқ бұл жерде. Негізі айтады, мына ер азаматтардан сұрасаң, жасың нешеде десең, қанша бересің дейді. Еркектерге не керек деймін да, қанша бересің деген. Бірақ сұрайды, не қанша бересің дейді. 45-тесің ба десең, мәз болып қалады. Өзі 35-те. Біз еркектер өйткені кішкене көбейтіп айтқан жақсы көріп тұрамыз. Үлкен көрінгенді. Ана жеңгелеріміз, қыздар, әйелдер жағы жас көрінгенді жақсы көріп тұрады. Нешедесіз десең, қанша бересің дейді. Біліп тұрасың енді, примерно 40-тың үстінде екен. Бірақ осы ренжітіп алмайыншы осы. Неше десем екен деп тұрасың да. Даже 30-ды қимайсың ғой. Бетіне нағылы қарап тұрасың да. 27 дейсіз бе десең, бәрі сүй деп айтады деп қуанып қалады ғой кән. Жас көрінгенді қалап тұрады. Негіз айтады, мына өмірде әйел адамның қазір шығам дегенмен еркектің қазір келем деген екеу бірдей екен. Әйелдер үйден шығып болмайды, біз еркектер үйге келіп болмаймыз. Біз уақытында үйге келмесек, ой, заланғандарын көрсеңіздер үйде отырып. Бүкіл прошлыйың жинап отырады ғой. Дел ашып қояды саған бар ғой кән. Бала шағаға репетиция істеп, подружкаларына звондап, генеральный репетиция істеп, үйдің ішінде кәм үрліп отырады өзінен өзі. Негізі әйелдердің көңіл-күйі қандай екен бірден білуге болады. Өздері білдіріп қояды, шыдамайды ғой. Көңіл-күйі жақсы болса звондайды. Шай дайын, қайдасың, келе жатсың ба? Айтшы, қай жерде келе жатсың? Қай жерде келе жатсың? Қоймашы телефонды, қай жерде келесің? Айтшы деп. Көңіл-күйі жоқ болса қысқа ғана айтады. Қайдасың дейді. Жүрек сұрады. Что-то не то. Бірдеңе істеу керек, не істеу керек. Әр еркектің өзінің тактикасы бар енді, әйелдердің көңілін табатын. Біреулер сыйлық алады, біреулер жұдырығын алады, әйтеу әркім әртүрлі енді. Жолшыбай бір подарка алып аласың. Үйге қарай жақындайсың, балдар айтып қояды ғой жаңа. Папа келе жатыр деп. Анау үйде отырып, образға кіреді. Пың-пың-пың-пың-пың, төбесінен қызыл свет жанып тұрады, жарылайын деп жатыр ғой жаңа. Дүң-дүң-дүң-дүң, страшный маскасын тағып алған бетіне. Сен жаңа үйге қарай жақындайсың, пісіміля деп жаңағы. Ана подарканы беріп үлгірмесен бірге жарыласың сразу бар ғой жаңа. Деп тұрасың да есікті ашып қаласың да, мынау саған дейсің бар ғой. Ана подарканы көрген кезде банадан бері жиналып отырған ашудың бәрі функ етіп шығып кетеді ғой. Бірақ жүректен, денеден шығып кеткенмен түрін бермейді ғой, ой, түрі әлі бүйтіп тұрады. Ана подаркеге көзі жеткен жоқта не екенін білмейді ғой, ертерек беріліп қолмайын деп отырғандағыша. Не ол дейді да жаңа. Мен саған алсайшы десең, деп кәдімгі сақина ғой жаңа, саусағына тағып алады да, ашу ақырын тарайды. Телефонына қарай кетіп батады, телефон. Подружкасына звондайын деп бара тұр ғой жаңа. Подружкасына 16-да екеу сөйлесіп қойған. Сенікі бар ма, менікі жоқ па, әлі жер қойды. Енді айту керек қой, менікі келді, подарка алып келді, сенікі әлі жоқ па деп. Ана ішін удай ашты керек қой жаңа. Ол әйелдердің психологиясы сондай. Мен кей кезде ойлаймын, вот еркектер ашуланып жатқан кезде подарка беріп көрдіңіздер ме? Вот еркек ашуланып жатқан кезде ешкім подарка бермейді ғой. Еркектер ашуланып жатқан кезде, мынау саған деш, кетші адам жылат демейді. Подарка беретін уақыт тапқан екеусі адам жылат deyip бар. Одан сайын жындап кетеді ғой. Ана подарка өзі жын болып көрініп тұрады сразу бар ғой. Сосын біз еркектер 1-2 сағат өткеннен кейін өкінеді екенбіз ғой. Кәдімгідей өкінесің. Бекер алмадым бар ғой. Мен үшін сатып алды ғой, барып бар ғой. Той, бір сондай бір мінезім бар менің бар. Не болды екен, не алды екен деп ішімнен де. Сөйтсем әйелдер де өкінеді екен, бекер алдым дейді екен бар ғой. Енді вечно сөйтеді, мен ашылансам болды, өтірік подарка келе салады деп. Мен мына залда үлкен апаларымды көріп отырмын, жеңгелерімізді көріп отырмын. Бұрын ұрысып қалсын әкелерімізбен, туған күні болсын, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні болсын, ешқандай подарка күтпейтін еді. Мен өз басым өмір көрген емеспін. Әкемнің кәдімгі анама келіп бір сыйлық беріп отырған. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні құтты болсын саған деп, мамам, ой, рахмет деп, дастархан жайылып. Ішпей келсе сол подарка болатын бұрын.
бұрын сондай заман болатын, иә? Ішпей келсе, подарка ғой. Папаңның кәдімгі түрін біліп алғансың ғой уже. Екі түрі бар, біреу мас түрі, біреу сау түрі. Папаң үйге кіріп қалғанда 3 секунд үйдің ішінде пауза чуть-чуть. Бетіне қарап қаласың. Сау түрін көріп қалсаң, хо-хо-хо, ойнап кетесің. Что-то подозрительный осы аяқтың ұшымен, қораның артымен фук түсіп кетесің. Сондай замандар өтті енді, Аллаға шүкір, қазір ондай емес қой. Сонда аналарымыз бүгін менің туған күнім, бүгін менің мерекем деп түске дейін жатқан аналарды көрген емес. Таңғы сағат 5-тен тұрып алады, есік алдын сыпырып жүреді ғой. Брусчатка, асфальт жоқ, қара жерді сыпырып жүреді. Шамның ортасында өзі көрінбейді. Күйеуін шығарып салып жұмысқа, қазанын қайнатып, кірін жуып, ол кездің кірлері қандай деймді. Киімдердің материалдары күшті болмайды, тау болып үйіліп жататын. Сонда қарайсың да, әкелеріміздің пупайк шалбарлары болатын. Соны анамыз суға салады тазикке. Қайтадан шалбарды алғанда тазикте су жоқ уже бар ғой. Біз шақырып, мында кел, мынаны сығамыз дейді. Сен ан жағында тұрасың, мамаң мын жағында тұрады. Мамаң кішкентай болса да күші көп болатын. Іштің жұмысы, сырттың жұмысы өзі жүретін ғой енді. Ан жағында сен тұрасың, мын жағынан сығып отырған кезде жук. Сен ан жағында кірмен бірге айналып жатасың. Жук. Ұсташайшы деп айқайды салатын деп. Аналарымыз қандай күшті болатын. Міне аналарымыз отырған аман болыңыздар, апалар. Сонда менің істеп атырған жұмысымды ешкім көріп атырған жоқ қой. Кім үшін істеп атырым деген бір сөз болмайтын. Сол әулетке сіңіп кеткен ғой. Күйеуіне адал соншалық. Үйіне деген қазіргі келіндер күйеу қарап тұрмаса жұмыс істемейді. Қазір как будто бірдеңе істеп қойса, күйеу келіп айтатын сияқты, мен көрген жоқпын, сен алмайтын деп жаңа. Кеш болады, әкеміз жұмыстан келетін уақыт. Қалай сыйлаған күйеуін деймді. 7 бала болсын, 10 бала болсын, бір шыбынның ызын естілмейді. Тыныш жерде шай ішсін дейді, тамағын ішсін дейді. Бізге айтады, кіріңдер ана жаққа, әкелерің келіп жатыр дейді. Бір әкең бес неміске атқан секілді жоқ өтіп кетеді. Сол кездің балдары жыламайтын, сол кезде балдарда бір жылау деген сезім жоқ ау деймін. 1 жастағы баланың өзі дыбысын шығармай жылайтын ғой. Бәрінің артынан еріп кетеді кәм, фу деп. Дыбыс шығармайды кәм, үн жоқ. Жылап атырған білмейсің, күліп атырған білмейсің де. Кеш болады, есік алдын сыпырып қойған, су сеуіп, қазан қайнаптыр, кірі жуылып үтіктеулі, мал жайлаулы, сүтін қаймақ қылып, оны май қылып, үйдің іші тап-таза. Әкеміз жұмыстан келеді. Ол кез әкелеріміздің болмысы қандай еді. Әке ғой, түріне қарасаң, әке дейсің сразу. Әкелеріміз келеді, серьезный екен. Анамыз алдынан жүгіріп шығады. Амансың ба, қалың қалай, жақсы ма? Әкеміз анамызға қарап бір жымаймайды ғой жүргін. Киімін алады, іліп қояды. Екеуі тып-тыныш жерде тамақтарын ішеді. Сосын әкеміз ана бөлмеге барады, қойдың артында жүрсін, шөптің артында жүрсін. Әкелеріміз сауатты болатын, газет оқиды, журнал оқиды. Кешкі жаңалығын көреді де әкеміз жатады. Сосын анамыз бізге келеді. Біз ана бөлмеде отырық қой, пленде отқан солдаттар құсап жаңа. Бізге келіп, жүріңдер тамақтарын ішіп алыңдар. Біз біріміз артымыздан біріміз көлге кетіп батырған үйректер құсап, бір үн шығармай, аяқтың ұшымен тамағымызды ішіп аламыз да, бар жатыңдар дейді. Бәріміз қайтадан түнк етіп жата қаласың бар ғой. Таң атады, әкеміз ұйқыдан тұрады, таңғасын береді, жұмысқа кетеді. Сосын анамыз айтады, шығыңдар, әкелерің кетті дейді. Осы сөзді естіген кезде барып қалып, уа деп демаласың кәмі. Папа кетті деп, бір үйден неміс шығып кеткен секілді как өту. Бір терезеден қарасам, бір танкі кетіп батқан секілді немісінде. Сондай әсер деп отын. Сонда әкелеріміз бізге кіріп бір ұрсып, қолын тигізмейді. Аналарымыз ғой. Ана әкең айтам деген ұлы сөздің өзін қарашы. Әкең айтам деген сөз. Сонда әкеміз ана бөлмеде отырғанымыз білмейді тіпті. Кей кезде ойлайды едім, әкелеріміз ойлайды едім, осы балалар нағып менен тығылады да жүреді. Осылар мені әкесі екен біле ме деп бір сұрайтын шығар деп ойлаймын да. Сонда анамыз біздің әкені қалай сыйлау керек екен, өзін қалай құрметтеу керек екен, баланың орны қандай болу керек, іштің жұмысы, сырттың жұмысын бір өзі аналарымыз алып жүрген да. Қазір қалай? Қазір енді айтайын енді, соны айту үшін шықтым негізі. Банағы мысал ғой. Қазір таңертең 8-де жұмысқа кетесің, кешкі сағат 8-де жұмыстан келген кезде, есікті ашық қалған кезде кір жуылы, тамақ пісірулі, есік сыпырылы, ол мечта. Ол мечта, ол ұжық болмайды ау қайтадан деп ойлаймын. Есікті ашық қалсаң, үй шашылып атыр, кір үйіліп атыр, бала панғандал бақырып тұр, бала бақырып атыр, әйелің балаңа қайрап атыр, өзі бір екі бала. Мына бала надоело уже маған жаржатты бар ғой. Күнде көтер, бір кет әкеңе баршы дейді. Ана көріністі көріп тұрып бар ғой, кәдімгі үйдің үшін жұмысты өзің істеп кетесің бар ғой. Осақ әйтеуір үндемесін әйтеуір. Осақ әйтеуір жыламасын. Осы әйтеуір тыныш болсын деп үйдің үшін тамағын пісіріп кетесің, кірін жуып кетесің. Ана балдарды алып, наоборот, ана бөлмеге солармен қосылып өзің отырасың. Жылама, пап, мама келіп қалады. Мама ұйықтап жатыр. Сонда ана баланың түк күнәсі жоқ.
Баладан көреміз, баланың түк күнәсі жоқ. Таңертең 8-де жұмысқа кеттің, қолына телефонды алады, Инстаграм, сериал, ВК, сериал, 8 болды, күйеуінің жұмыстан келетін уақыты есіне түсіп кетті. Үй шашылып жатыр, тамақ піскен жоқ. Кімнен көреді? Ұйықтап отырған баланы оятып алады. Есіктің ашқанын күтіп тұрады, бүйтіп қалды. Есік ашпаңыз деп. Мына надоело уже маған шаршатты. Не дейсің маған вообще? Күнде қашты естіткен жоқсың ғой. Сен арқалатында жүрдім, сен мен жүрдім осы деп. Ана баланың түрін қарасаң вообще непонятно вообще. Мен вообще қандай кінәм бар мен вообще? Мен күн ұзаққа ұйықтаған адам деп айтайын десе ана баланың тілі шықпаған дәлді. Сосын қазір келіндер айтады, күйеуім уақытында үйге келмейді. 11-де келеді, 12-де келеді. Анандай у-шу болатқан үйге кім барғысы келеді? Аналарымыз білген, әкелеріміз уақытында келу үшін не істеген? Береке істеген үйдің ішіне, мереке істеген. Әкелеріміз уақытында үйге келген. Біз де сол әкелердің ізімен үйге кірген кезде, ай шіркін ай жаңағыдай оу деп жүрген армандаймыз. Сондықтан мына аналарымыздың жолымен жүрсек, әр шаңырақта тыныштық, береке, мереке болар еді деп ойлаймын. Рахмет. Ала енді залда енді келіндерге қарап отырсам, маған енді кәдімгідей ренжіп отыр енді. Осы постоянно бізге тиісесіңдер жүресіз, бізден не өшің бар ала алмай жүрген деп жаңа. Шапалақ ұрып отырған түрлерін қарасаң, кәдімгі түрлері жоқ дейді. Жігіттерге қарасам, кәдімгі риза болып отыр жігіттерге. Сен айтып жатыр ғой, келіндер отыр, күйші адам жел деп. Әрқайсысын қадап отырам. Осы отырған кезде бәлкім бәріңіз маған қарап отырсаңыздар, мен бәріңізге қарап отырам. Барлық келіндерге күйе жағып жатқан жоқ. Аллаға шүкір. Аналарымызбен жолымен келе жатқан келіндеріміз бар, жақсы енелер бар, келіндерін тәрбиелеп жатқан. Сол келіндердің қатары көп болсын деп армандаймыз ғой. Рахмет. Бәрекелді, кешімізді одан әрі тамаша әнмен жалғастырайық. Алдарыңызда елімізге белгілі топ, жұлдызды топ, Алдабай тобы қарсы алдыңыздар. Армысыздар. Терезенің алдында меніңге саламын, ажарын атқан таңдай, бақытты тапқан жандай, күндіз түні сені ойлап жүректе төзім қалмай. Сұлу қыз биле, ғажайып бір күйде, жүректер бір соқсын, бірін бірі сүйген. Аңсар әнім өзің, баурап мөлдір көзің, жүрегімді тербеп, сол бір нәзік сезім. Көздеріңе ұзақ қарадым, енді менің жанымда жырақтамағын. Сезімді бірге шырқап, тербесін пәк махаббат, сезімнің айдынында екеуміз ақыл қосап. Ей сұлу қыз биле, ғажайып бір күйде, жүректер бір соқсын, бірін бірі сүйген. Аңсар әнім өзің, баурап мөлдір көзің, жүрегімді тербеп, сол бір нәзік сезім. Қошемет, қошемет. Ей сұлу қыз биле, ғажайып
Алдабай. Бәрекет, кешіміз жалғастырамыз. Алдарыңызда өздеріңіздің сүйікті актерларыңыз Қанат Әлжапаров. Қарсы алыңыздар. Қанат Әлжапаров. Ассалаумағалейкум, армысыздар. Астаналық ағайын бармысыздар. Әрқашан Астанаға келген кезде құшағын айқара ашып тұратындар. Көшеден көріп қалса болды мені, танысын танымасын мені мейлі. Жүрғанат үйге шай ішіп кетті дейді. Мен аға оған уақытым жоқ қой десем, ол сөзге ешқашан түсінбейді. Кейіннен звондап, аға келдім десең, үйінде жоқ па? Аяққа кетіп, негізі ұзақ, оны айтпай қойшы. Бір рет айтысқа қатсам дейсің, ақын болып кеттім ғой аяқ астынан. Бір дүние болса өлең шығара беретін болып. Тақырып таңдамаймын сосын мен. Не көрем, соған шығара салам бірден. Мысалы, біреу орнынан тұрды ма? Неге тұрдың орныңнан? Отырсайшы орныңа. Отырмайсың ба орныңа? Орын жоқ па? Айта салам, болды бірден. Енді қазір неше түрлі тақырыпта жазып жүрмін. Әке туралы болсын, ана туралы, техникалар, бытовой техника дейді. Мен таңдамаймын, жаза беремін. Бірақ табиғат тақырыбына келгенде тоқтап қаламын. Шабытым келмейді соған. Бір табиғат жайлы шығарайын десем шығара алмаймын. Ойлаймын, сол Қызылорданың табиғатынан ба деп қаламын енді өзімде. Анау ақының енді шабыттанбайды ғой біздің табиғаттан. Бір табиғат жайлы жазайын деп үйден шығасың. Бір жарым сағаттай жүресің табиғат іздеп. Сосын тұрасың, жан-жағыңа қарап. О дала, неткен дала, кең дала, дархан дала, ай дала. Дала, ай дала дейсің, болды қаласың сосын. Әрине қалжың, құрметті астаналықтар, бүгін күлкі күні, сіздер әрдайым күліп жүріңіздер. Қош келдіңіздер бүгін кешке, мерекелеріңізбен! Мен негізі сахнаға шыққанда құрметті көрермендер, сіздер білесіздер өздеріңіз. Мен тек шындықты айтатын адаммын. Мен неге шындықты айтамын? Өйткені көзіммен нені көрем, соны сіздерге әзіл қылып айтып беремін. Ол шындық болып есептеледі. Енді көзім сәл-сәл көрмейтіні бар, арасында өтірік айтып жіберемін. Енді ондайым бар, енді оны мойындау керек. Мысалы, бүгін тағы бір шындықты айтайын деп тұрмын. Мен ақшаға қызықпайтын адам. Өмірде ақшаға қызықпайтын адам бар ма деп ойлайсыздар ғой? Сол мен. Айтайын сіздерге, ақшаға қағаз ретінде қарайтын адаммын мен. Ақшаң не, қағазың не, салфетің не, мен үшін бірдей бәрі. Мысалы, біреуіңіз тұрып маған ақша беріңіздерші, не істеймін мына қағазды деймін да, қалтама салып аламын. Мысалға деп жатырмын мен. Жан-жағын білдіргім келмейді мен. Мен енді ақша әрине түсіну керек. Ақша бәрін сатып алуға болады, ананы алып алуға болады, білемін оны. Бірақ адамды сатып алатындарды түсінбеймін мен. Мысалы, маған звондайды кейде. Алло, Қанат, қалайсың? Сен қанша тұрасың дейді. Не сөз ол? Мен бос тұрған зданиям ба оларға? Мен кафем бар енді аға беретін. Қанша тұрасың дейді. Мысалы, Тұрсынбек сондай. Сатып алатындардың ішінде ең күшті сол. Маған звондайды. Алло, Қанат, сен қаяқтасың дейді. Мен үйдемін. 1 сәуір күні Астанада концерт қояйын деп жатыр. Саған 200 мың теңге беремін, кел дейді. Шошып кеттім мен. Тәке дедім, сіздің ақшаңыздың керегі жоқ маған. Мен осы сахнаға шығып, халықтың алдына шығып, әзілімді айтып, өнерімді көрсетіп, қошеметіне бөленсем болды, маған керек емес ақша дедім. Мен бермейтінін біліп тұрмын ғой енді, керек емес. Жоқ, Қанат, мен саған мынандай ақша беремін, мынандай ақша беремін, 1 миллион беремін, 1,5 миллион. Мен тәке айттым, тәке керек емес деймін ақшаңыз. Маған бересіз ба ақша? Күнделікті жұмсайтын ақшаны берші, болды. Машина алатын, үй алатын, болды, артық ақша. Енді ақшаға қызықпаймын деді, ақша жайлы айтып жатырмын ғой, айта берейін. Біздің елімізде Құдайға шүкір ақшасы көп адамдар бар. Ол ақшасы көп адамдар көп қой енді. Мысалы, компаниялар болады, холдингтер болады, корпорация, ашық акционерлік қоғам, жабық акция, біресе ашылып, біресе көп енді. Мен солардың бір-екеуімен сөйлесіп көрдім, егелеріммен. Аға, сіз осындай ақшаға, осындай байлыққа қалай жеттіңіз десем, бәрінің айтатыны, мынандайымнан еңбек еткем, маңдай тердің арқасы, шемішкі сатып көтерілдім дейді. Шошып кеттім. Аға, сонда шемішкін сатып, сол холдинг ашып алдым ба десем, иә дейді бәрі. Мүмкін арасына бірдеңе қосып жатқан шығарсыз, көзге көрінбейтін. Ондай жоқ. Жоқ, ондай жоқ. Сол ойладым, мен де шемішкі сатайын дедім. Қай жерім кем олардан? Холдинг ашып алайын, 1000 адамға жұмыс берейін деп шемішкі саттым ғой Қызылордада. 2 қап шемішкіні алдыма қойып қойдым, 24 сағат тұрамын ғой далада. Клиент жоқ адамдар келе ма маған бірдеңе? Ешкім алмайды менен шемішкі. Ешкім келмегеннен кейін өзім шағып тұрамын, жан-жағым бүлдіреді. Сес келеді, штраф салады, сонда банкрот болып зорға құтылдым ана шемішкіден. Осы кезде бәріміз отыр ғой, төбедегі бар, төмендегі бар, бәріміз ойлап отыр ғой. Осы кезде бәріміздің ойымыз ақшада отыр. Мысалға деймін да енді. Құрметті көрермендер, мен сіздерге айтайын. Ешқашан ақшаның дүниенің соңынан қумауымыз керек екен. Біз ақшаны қудық па, ол бізден қашады екен ғой. Керісінше біз ақшадан қашуымыз керек екен. Мысалға мен сөйтем. Мені ақша қуады ғой, мен қашам. Бірақ жай жүгірем.
ұстап алсыншы деймін да мен, маған бола шаршамай ақ қойсыншы деймін соны. Жақындап қалып домик деймін, ұстап алады, алып кетеді, болды. Негізі ақша бар дейді, көп адам ақшам болса деп армандайды ғой енді. Көп арманың ақшаға келген кезде тіреліп қалады ғой, рас қой. Мен де армандайтын. Шіркін ақшам болса, шетелге шықсам, соған келіншегімді ертіп алып шетелде қыдырсам деп армандайтын. Сөйтіп бір күні келіншегім айтады, Қанат деп, арманым аяқ астынан орындалып кетті де енді. Қанат, мен шетелге путевка алып қойдым дейді. Өмірі шетелге шығып көрмеген адам ғой енді мен. Өмір бақи енді. Сол Астанаға келіп, Лебебергте жүріп, Лос-Анджелесте жүргендей басым айналып үйге қайтадым енді. Шетелге баратырмыз дейді. Бір жағынан қуанып тұрмын, бір жағынан қорқып тұрмын енді. Қай деп сұрап жатырмын, қай жаққа баратын болдық деп. Таиланд дейді. Мен айттым, келіншегім айттым, Нұргүл дедім, Таиландтың қиын болады дедім, Нұргүл ойлан дедім, Нұргүл дедім, Бішкектен бастайық дедім, Бішкектен бастайық. Ертең өзіміз, сорлап қаламыз, Ташкентке барып қайтайық, Самарқанд па, Орынбордан қайтайық. Ойбай, жоқ, Қанат деді маған. Жоқ, болмайды ол деген. 1000 рет естігенше 1 рет көр деген. Жығылсаң нардан жығыл деген. Еңбек етсең, в общем, 4 мақал айтты, сонымен кетіп қалдық қой Таиландқа. Арманым орындалды, бардым, бірақ бекер бардым екен дедім. Алматыдан күшті қылып тұрып шығарып салды ғой бізді. Не переживай, Кана, хороший остров, ты чё, первый раз, тем более хороший, не пуха, не пира, кәдім шығарып салды бізді. Тәуекел деп кеттік, күтіп алады деді ғой бізді анаяқта. Анаяққа барғаннан кейін сіздерге айтайын енді. Қасымыздағы адамдардың бәрін күтіп алып жатыр. Еліміз екеуміз ана жерде маңыратықта қалдық далада. Күтіп алады дегені қаяқта деп. Күшті қыздар келіп аналарға, бір Анжела, Диана деген қыздар бар ғой, келіп, здравствуйте, добрый пожаловать в Таиланд, ты первый раз, да, первый, ой, хороший остров, пойдем. Аналарды алып кетті. Еліміз екеуміз тұрып, әйелім айтып қалып, негізі келген шығар күтіп алуға. Просто местный адамдар деп кетіп қалды ма бізді деймін ғой енді. Аналарға қатты ұқсайды екен, кәдімгі бір бар жақсаға деп көрген, таныстарымды көргендей бір 45 минуттан кейін келді ғой, күтіп алатын. Гейт па, сондай аға болады ғой. 45 минуттан кейін келді, бір ауылда жүреді ғой, бір Арғынбай деген ағалар болады ғой. Аузында темекісі, қалай болса солай, не болса соны айтып тұратын кісілер болады ғой. Дәл сондай бір кісі келіп тұр ғой. Васяма сондай аты, негізі мен Арғынбай деп кеттім. Аузында темекісі бүйтеді ғой маған. Добрый пожаловать в Таиланд, извините, потому что полный пробка улица. Дым түсінген жоқпын сөзін. Аға дедім, где вообще культура, где, где культура, где вообще, айтшы маған соны, Где этика, эстетика, грамматика, теория, практика, физика, математика, тоқтақ қалмай деп бүкіл орысшамды айтып жатырмын мына жерде. Түсінді ау деймін ана кісі. I'm sorry, дейді, темекісін алды да, я первый раз опоздаю, чуть-чуть извините. Сөйтсем, сөзі сондай екен оның. Вот темекісі болсын, болмасын сөйтіп сөйлейді екен. Деп. Соқыратқа, қотырат, қосылдық ау дедім сол жерде. Анау түсіндіре алмайтын адам, мен түсіндірсе де түсінбейтін адам ғой енді. Не болады екен деп, әрі қарай көрейік деп, келіншегіміз ертіп алып 6 сумкамен бардық. Демалатын адамды қарасаңшы, 6 сумкаға киім салып алыппыз. Бір демалуға емес, бір қыздың дүниясына апаратқан сияқтымыз екеуміз. Бардық, гостиницаға орналастырдық, қонақ үйге деп айтайын, енді түсінікті болсын. Кірдік, бөлмемізге кірдік, 10 этаж екен. Айтты, осы бөлмеде жатыңыздар 10 күн, уайымдамаңыздар, өзіміз қыдыртамыз, 2 күннен кейін келеміз деп. Кеттік, бөлмені тексеріп шықтық қой. Телефоннан, бір деңгені түсінетін адам қойса, ресепшнге звондағанда айтсай бізді. Звондайды, чик-чик-чик. Алло, сен әр жағынан атын сөйлеп тұр. Қасақала. Телефонды қойып қойдым. Керек емес маған телефон үшін. Түсінбеймін ғой, не істеймін. Телевизорды қоспасам бір көкем отыр. Телевизорды алып тастадым. Тек холодильникті ғана пайдаландым ғой. Соны ғана түсінеді екен мен, болды. Байғұс сөйлемейді, мен де сөйлемеймін, әйтеуір ашам, жабам, болды. Балконды аштым. Көргім келді енді 10 этаждан остров, аралдың табиғатын көргім келді. Балконды ашып қалсам, не деген табиғат деп таңғалдым. Ана жердегі мен өзім ситуацияны, эмоцияны сіздерге жеткізе алмаймын енді. Ол деген, ол үшін маған әлі оқу керек. Не деген табиғат дедім да енді мен сіздерге айтайын. Не деген табиғат? Қызылордаға вообще ұқсамайды ғой. Қызылордадан балкон ашып қалсам, ауылдасын деп ғой. О яқта нөл ғой. Мен айтайын, экзотика ғой. Экзотика деген сөздің өзін 4 күн деген үйрендім мен. Экзотика дегенде басқаша айтып қала беремін да. Ироника деп сондай бірдеңе деп айтып қала беремін енді. Балконда ойладым сосын. Балконда тұрым, бүйтіп тұрым. Қазақстаннан көк туды алып келгем өзіміздің. Соны алдында балконға іліп қойдым. Қай мемлекеттен, қай жердің азамат жатқан бөлме білсін дедім да бөлмеде. Кім жатқан? Мен сіздерге айтайын, ана ту балконда 10 күн тұрды мен кеткенше. Ешкім келіп маған ана туды алыпса, бұл Таиландтың заңына қайшы 400 000 штраф. Ешкім айтқан жоқ маған. Тек ілініп тұрды. Қайта маған қарап, америкалықтар іліп қойып жатыр, күшті екен деп қалсын. Сол бастадық. Енді мен сіздерге 10 күн болдым дедім ғой. 10 күннің 4 күн тек пальмаға қарап тұрдым ғой мен. Андай тал көрмеген ғой өмір бақи мен. Не деген тал деп
4 күн таң қалғаннан аузымнан су ағып жатыр без газы. Ойбай, талдықара табиғи күшті екен. Әйеліме қарап қалсам ауыз скважин болып жатыр. Ауыз су мәселесі шешті болып жатыр жерде кәдімгідей. Енді мен сіздерге айтайын, мен бекер бармын, мен өкіндім, бірақ тамағына келген кезде қиналдым ғой мен. 24 сағат шаян жейсің, біздікіндей қазы қарта, жалжая кешір, қазы қарта шығар деп жылан сатып алған кездерім болды. Мысалға деп жатырмын мен енді. Таңертең тұрасың, шаян береді, шаймен ішіп аласың. Түс болады. Басқа тамақта шая, басқа тамақтың түрі ғой, шаянның еркегін береді, оны да жеп аласың. Кешке жақын жатар алдында асқазанға жеңіл болсын деп шаянның балдарын береді, оны да жеп аласың. Мен жей алмадым, бірақ енді менің келіншегім, ой, аппетиті күшті екен. Күнде шаян жеп жүрген адам сияқты фык. Наяғынан шаян кіреді, сүйек шығады, шаян кіреді, сүйек шығады. Таусылып қалса шаян дейді, аналар да біледі қазақшасын. Фык әкеп береді. Қарап қойма, аппетитің күшті екен. Шаянда шаян жейді екен ау деп қоямын, аппетит. Енді керемет болып жатыр да енді. Мен тек өзім көзіммен көрген тамақты ғана жедім. Ояқта да бар екен. Біздікінде жуа бар екен оларда да. Чеснок бар, жұмыртқа бар. Осы үшеуін жедім ғой 10 күн. Таңертең тұрасың, жуа, чеснок, жұмыртқа, фук ұрып аласың. Түсте тұрасың, жуа, чеснок, жұмыртқа, фук ұрып аласың. Кешке басқа тамақ жейші қойшы дейсің да, жұмыртқа, чеснок, жуа, фук тығып жүресің. Орнына ауыстырып отырасың тамақтарын болды. Мен енді тіл білмегенде қиын екен. Ешкіммен сөйлескен жоқпыз. Негізі барсаң 10 адам бару көрген ғой негізі. Бір-бірімен сөйлесіп. Әйеліміз екеуміз-ақ барғанбыз ғой. Үйленген кезде келіншегіміздің соңынан жүгіреміз ғой. Жаным, мен сені сүйемін, тұрмысқа шықшы маған. Басыма көтеріп өтемін. Шын айттым, жерге қоймаймын. Қойғанның өзінде де диван үстіне қоямын деп уәдеңді бересің ғой. Үйленгеннен кейін бір ытшы жуатын адам, әке-шешеңе қарайтын адам, сөйлескісі келсе сөйлеспей, сұрақ қойса жауап бермей сөйтіп жүресің ғой. Мен де дәл сөйтіп жүргенмін ғой, сөйлеспей өзімше. Аняқа барғаннан кейін күнім әйеліме қарап қалмасы бар ма? 24 сағат сонымен сөйлесем ғой. Болды енді, сенімен сөйлеспеймін деп далаға шығып кетем, алдынан біреу шығып бат, қасалап қайтып кетіп қалсын. Өзің барып сұрақ қоясың, не істеп жатсың деп. Мен сіздерге айтайын, мен әйеліме сөйлестім дедім ғой, 10 күн, оказывается, жақсы адам екен ғой деген. Оның деген үші орындалмай жүрген армандары бар екен ғой әлі. Қанат, мен сені сүйемін дегенде шалқаннан түстім ғой, әлі ма деп анарада. Мамам кредитін төлеп жатырмын дегенде сәл той айналып кетті мына жерде. Бірақ енді қайттан үйленетін болып кестік қой екеуміз. Басан ешқандай өмірді дедік қой. Біздің еліміздің жағдайын жақсы екен, Құдайға шүкір жағдайын жақсы екен, суда жүріп жүрген балықтардан байқауға болады. Біздің балықтар тойған ғой мысалға. Біздің балықтарды тамақ, анау-мынау құртың жемейді ғой. Біздің балықтарды аулау үшін бірінші нан аласың, мынандай қылып, бетіне май жағасың, оған қантқа батырасың, сосын повидлда жағасың, оның бетін нан жағасың, повидлда ағады, оны жалайсың. Мә, ол қажеттік екен ғой. Енді сондай бірдеңе істейсің да енді бізге. Аналардың балығын көрсең, суға салып қаласың ғой, адам көрмеген балық сияқты аналар. Бүкіл балық кеп аяғынан сүйіп атады, ұяласың. Ана бір адам жақсы көріп тұрса айтасың ғой, адамгершілігі мол екен деп, аналардың балықкершілік жері мол екен. Кеп аяғын кішейді, ұяласың бейді. Барында жаңаға ұшынып қаларсыңдар деп қоясың арасында енді. Кет деп. Балықтардың өзі кәдімгі адамға жабысып жүреді. Тіл білмеген қиын екен. Мектепте мен оқымағаныма өкіндім ғой. Қазақ тілінен басқа ештеңе білмейсің. Супермаркетке барған кезде сағыз берші деген сөз жаттап алуға болады ғой ағылшынша. Happy birthday түйеден басқа ештеңе білмейсің ғой мысалға. Соны қосып қоясың, happy birthday түйе дейсің, I am дейді, I am sorry қоясың болды. Үйде кішкентай қызым бар, 2 жасар, Арай деген. Бізден бірдеңе сұраса, папа, айтат апа. Наумат, жоқ, апа. Әйтеуір жарты сағатта бірдеңесін алып беретінбіз. Супермаркетке барғанда әйеліміз екеуміз Арай болдық та қалдық қой ана жерде. Айтат, сағыз дейсің, жажигал көрсетіп, наума дейді, нәуді білесің Құдайға шүкір. Сағыз, деп кеттік қой ақыр сонда. Әйеліме қарасам, 2 шашын ұстап алған, сатушының алдында тұр, 1, 2, айтат. Не істеп тұрсың десем, 2 жасар қызға киім сұрап тұрмын дейді. Мен айтам, әке-шешемізге киім алмай қойшы, мына жерде есеп шығарамыз ғой біз. Калькулятормен кетіп қалайын деп тұрған арда. Мен сіздерге айтайын, елде жүрген кезде, мысалға, елде жүрген бір көшіп кеткен адам қыса сөйлеп тұрмын. Осы жақта жүрген кезде, мысалға, бүйтіп жүресің ғой көшеде. Мен қанатпын, мен телевизорда жүрген адам, мен жұрттың бәрі таниды деп өзіңше болып жүресің ғой. Аняқа барғанда маймыл құрлы болмай қалдым ғой мен. Менен маймыл звезда ғой ана жерде. Сіздерге айтайын, біздің бүйтіп жүргеніміз сіздердің арқаларыңыз екен. Мен шын айтамын, бас иемін сіздерге. Таңертең ұйықтап жатсақ, алдында мен Таиландқа барғанда күтіп алған аға бар ғой, Арғынбай деген. Сол келіп тұр ғой. Міне сіздерді біз қыдыртайын деп жатыр дейді. Қайға барамыз дейді. Маймылдар аралына барамыз дейді. Әйел маған қарайды, сен барасың ба дейді. Барам дедім, қалып қоймайсың бол жақта дейді маған. Мені мазақ қылып жүр.
Әйелім айтам, содан кейін маймылдар аралынан кейін жыландар аралына барады екен, сен қалып қоймайсың ба деп енді жауабына жауап берді, сұрағына жауап қылып тұр ғой. Маймылдар аралына бардық. Бұрынғы удостоверениені білесіздер ғой? 7-8 деген сан жазылып тұрады. Бәріміз айтамыз ғой, мен Қазақстан бойынша 7 адамға ұқсаймын, 8 адамға ұқсаймын деп. Менде 0 деп тұратын. Мен айтатын, мен ешкімге ұқсамайтын, Қазақстанда ерекше туылған адаммын деп. Ан жаққа барғанда түсіндім ғой, қайқа кетіп қалған бәрінің. Бір бүйрегім бұртта тұрды, сояққа барғым кеп. Ішіне кіріп, аналар бірдеңе дегісі кеп тұрған сияқты, маймылдар аралды. Қайықта тұрасың деген сияқты. Қазақстан деп. Біз осы жердеміз, я деп. Қарақ деп, ұқсайсың. Бір керемет енді. Әйел маған айтады, Қанат, сен Таиландта осы маймылдар аралында қалсаң, бала күнгі арманың орындалады дейді. Не ол десем, мына жақта жігіт сұлтанды болса, сен бірінші орын аласың дейді. Мен айтам, мына аралда қалсам президент болып кетемін ғой, басым істейді әйтеуір. Мен ойлайтын, неге жұрттың бәрі шетелге кете береді? Біздің елімізде де демалатын жер көп қой деп. Сөйтсем сіздерге айтайын, ана жақта күліп жүреді екен ғой бәрі. Бізде біреу күле берсе, есі дұрыс па, неге күле береді дейміз ғой. Мысалы біздің ауылда сондай бір қыз күліп жүрсін ауылда. Бүкіл қыз ауыл болып ана қызды күлдірмей қоямыз біз. Ана қызды біреудің қызы күле береді, ананы көрдіңдер ма? Ана қызың айт ермесін, ананың күлкісі жаман екен деп. Ана қызға кейін анекдот айтсаң да күлмей қояды сосын. Аналардың күлкісін көрсең, біз шаян жейді, жылан жейді деп өзімізше мазақ қыламыз ғой. Жылан шаян жесе де бір-біріне күліп жүреді. Біз қазы қарта жал жая жеп жүріп бір-біріміздің бетімізді тырнап жүреміз ғой енді арасында. Бірдеңені сындырып аласың, күледі, штраф салып жібереді. Күшті еді өздері. Бірдеңені жыртып алсаң, күліп жүріп, бір күлкі жатқан. Енді құрметті көрермендер, мен сіздерге айтайын, әрдайым күліп жүріңіздер. Ақшаларыңыз көп болсын, берекелі болсын. Қайда демалсаңыздар да демалыстарыңыз сәтті өтсін. Сіздерге деген ізгі ниетпен филология ғылымдарының докторы, ақын, таиландтанушы Қанат Әлжаппаров. Қанат Әлжаппаров. Қанат, саған міне. Ой, рахмет. Береді екен ғой. Ақшасын берші. Ақшасын сұрап отыр. Қазір. Нейді, балаң емес пе? Келіп тұрған бұл. Тілек айтайын деп едім дейді. Тілек айтайын деп едім. Қайдам дейді, мамасы көрді дейді, кетіп қалды сен балаң деген сияқты. Айтам ғой, тілек айтам дейді ма? Не айтам дейсің? Мен де өйстіп сіздер сияқты үлкен сахнада жүргім келеді. Ай, бәрекелді. Қошеметтеріңіз. Есімің кім? Оппа. Атың кім? Кім? Дидар. Алла жазса. Қазір концерт біткеннен кейін сахнада отыр, таңат қанша. Қанат Әлжаппаров. Жақсы, кешімізді одан жалғастырайық. Жалпы енді мына 7 мамыр, 9 мамыр болса театрымызда жігіттер көп сыйлық беретін. Бізде мына 8 наурыз мерекелерінде қыздар таппай қаламыз. Кімге сыйлық берерімізді? Сол кезде бір жігітке айтамыз, сен киінші дейміз. Ол әженің киімін киіп алады. Барлық сый сияпатты соған түсініп жатамыз. Қарсы алыңыздар, Шиман апа. Келіңіз. Өшір. Мен емес апа, өшір абылай. Өшір. Не білай. Не туда, не сюда тұрып алады екенсің. Сән берді апа. Бақытты бол. Мейрамыңызбен. Рахмет. Қыспа. Нежно. Көтер. Нені? Қолымды көтер, мені көтересің бә. Міне. Міне қыра. Не істеп өтсіз? Не істеп өтсіз? Құрсын шал есіме түсіп атыр. Баяғыда кез келген мереке болсын, көктем келсе, осы мейрам болса, шал өстіп басымды жылына бір рет айналдыратын. Подарок сол. Соны есіме түсіріп атқаным ғой. Байқайм апа, туфлилар бірінші шығып атыр ғой. Келіндер ма? Жоғында қалай ашуланбайсың, мына қараш. Бір басында 500 туфли бар ғой. 500?
Иә, 500 туплей бар. 600 ба білмеймін, 700 ба көп айтуыр. Мына бір 2-3 қолым әлінген. Апа қайтесі алса ала берсін, өздері алады, өздері киет. Міне Астана халық сізді қалай қошеметтеп қарсылап жатыр. Мейрамыңызбен көктем мерекесі құтты болсын. Әрқашан жаңа қанат айтқандай күліп жүріңіз, апа. Байқаймын, осы бір көк көйлегіңізді тастамайсыз. Осы ертең концерт біткесін, осы Астананың бір супермаркеттен сізге бір жаңа бір әдемі көйлек алып берейік. Да ты чё? Иә, алып береміз. Иә, алып бер, айналайын. Паняткаларың болса алып бересіңдер ғой. Сосын байқаймын, сіз күннен кейін арықтап барасыз, диета ұстап жүрсіз бе? Очень приятно. Жақсы, апа. Енді міне көңіліңіз көтерілген секілді, ашуыңызды осы Астана халқымен бөлісіп отырыңыз. Мен сізді сахнаға қалдырайын. Сахнада Шиман апа. Қошеметтеріңіз. Рахмет, батам, жақсы. Ананың бәрін тіпті дейтін, үйіп ана берет, не істей беретінің бәрін. Өшір деймей. Өшір. Не істеп жүрсің сен, әй? Ал ананы. Орында қой. Сенің шарабың алып келейін. Ал. Мазақ қылып жүрсіз бе? Мазақ қылып жүрген сен мені. Ал, дұрыстап қой. Мама, мұнда келе. Маңдайың жарайын ба осы. Менімен ойнайтайын. Менімен ойнағанды істіпті. Ойбай, менімен ойнайды. О, шигол. Жоқ, тіпті бір емес екі. Кетші бұлай кетші. Не істеп жүрдің сен, а? Есік жоқ қой енді. Не есік жоқ қой деп? Бір емес екі емес. Оны сайтыпты. Тұршы бұлай. 1000 туплей бар, осыны ала береді, туплейден үй салама білмеймін құрғырдықын. Ала береді, бір аяғы тұзу болса жақсы ғой. Аяғы қисайып алып, бүйтіп туплейдің жанын жегеннен басқа қасиеті жоқ. Немен істей беретін? Бүйтіп асық ойнасаң да болады 1000 туплеймен. Не істей береді мұнаның? 1000 түрі бар. Қалай ашуланбайсың, ашуланасың дейді. Ентігіп қалдым ғой. Не деген адамдар деген тіпті дейтін тыңдамайтын. Ала береді. Қалай ашуланбайсың? Құр. Оның үстіне итшада өліп қалды. Адам толып отырған, өзім сөйлеп отырмын, қайдан білейін. Ал мереке құтты болсын. Адам толып отырмын. Желкеңнен төніп тұр екен мыналар. Менің құрдастарым отыраны. Қалай жағдай жақсы ма? Ешкімге алданып қалмадыңдар ма? Құлаққа туып кеткен жоқ па? Болды. Менің құрдастарым мына жақта да бар ма? Міне 2 кісі отыр екен. Құдай жаным. Қалай жағдай жақсы ма? Не істеп атсыңдар? Мына ысқыра алмай отырмын. Мына тістің бәрі анау не алмалы тіс болғаннан кейін қалай ысқырасың құрсын? Бұрын өзімнің тісім бар кезде қолым салып қойып ысқыратын едім. Қазір қолың салып ысқырсаң, қолыңмен бірге ұшып кетіп біреудің маңдайына тиіп атса құрсын. Мына қараш енді, мына қара 1000 туплейі бар, мынаның бәрін ала береді. Мына туплейді алып келдім. 225-ші размер дейді. Ойаба, мынадай размер, мына қатын Кинг-Конг қатын ба не пәлі? 225 деген размер бар ма? Жастар білет шығар. 225 деген бар ма? Кім бар деп атқан? Бар ма жоқ па? Мен мұндай размер бірінші рет көріп отырмын. Бар ма қызым? Иә дейді, базарда туплей сатады ау деймін. Жоқ, шынымен ғой, не деген мен түсінбеймін. Мына туплейді алып келді. Мына қараш, мынаның аяқ киім сыйқы жоқ тіпті. Мынау не? Осыны бақандай 58.000 теңгеге сатып алды. 58.000 теңгеге ден сау адам аяқ киім ала ма? Шың, 58.000 дейді, не мынау? Не жылуы жоқ? 58.000 қалды. Сол 58.000 маған берсе ғой, 2 жыл бойы соларға ұн мен шекерін алып берем.
соның бәрін өздері жейтін. Мынаны 58 мың қалды. Мынаны 45 мың қалды. Мына қара. Оның қасында менің калошымды қара 850 теңге. Рахат, қысы жазы киесің, үші лакровный ме бірдеңе? Лакровный дейді. Иә, шымышкінің майымен майлап аласың, өлтіріп тұрып. Есіктің алдына шықсаң, құмға шықсаң, замыз болады. Бұлай рахат, қысы жазы осы киетін. Жазда өзің кием, қыста сыртынан нәскей кием, шиповный. Рахат, везде қот. Мұнам не мұна? Жаңа Тұрсынбек айтады, мына көйлегін тастамайды екенсің дейді. Несін тастаймын мына көйлектің? Біреу келіп жыртпаса, өзің бәріп біреу алып берсін деген кіші барып бір жерге жыртпасаң, тозбаса, рахат киіп жүре берем. Осы көйлекті киюге шыққанда алдым, есімнен шықпаса әлі киіп жүрім. Шын біреулер күліп жатыр ана жерде. Міне, түсінбеймін, ала береді, мына қарай, мына өткенде үлкен немерем үйленетін болды. Содан үйленетін болып, ой, дайындалып жатыр жаңағы тойына, ақылдасып жатыр. Содан жаңа қасына барып, ай, не істейін деп атсыңдар деп едім. Үндеме деді, араласып тыныш отыр деді. Ал жақсы, өздерің бейсіңдер, өздерің шешіңдер. Иә, дедім. Содан бір әңгімесін естейін, бір әңгімесін естімеймін, жаңадан түсетін келін бейдеп жатыр. Мен бір жерден көріп келдім, бір дүкеннен. Жаңа келіншектің киетін көйлегін 400 мың теңгеге көрдім, соны алайыншы дейді. Соны алам дейді. Мен оны шақырып алдым. Әй, не істейсің? Бір күн киесің да тастайсың о көйлекті. Өмір бақи киіп жүрсең жақсы ғой. Бір күн киесің, лақтырып тастайсың. Мен айтам, анау алсайшы, бір күн киесің, ақшасын бересің, ертеңіне қайтып беретін. Соған айтым, жоқ, алмайым, первый раз муж би қазу отырш дейді, маған айтады. Первый раз муж, мен айтам, мен 2 байға тейдім ба, 1 байға тейдім мен де. 400 мыңға көйлек күйгенім жоқ. Шынымен, балам. Ана әжеңнен сұраш, күйеуге шыққанда 400 мыңға көйлек алып ба? Алдың ба? Қасыңда келінің отыр ғой. Айталмай өтсің ғой. Алдың ба дейім? Жоқ дейді, шын ғой әне, біздің уақытта 4 тиынға да көйлек алмайсың. Шын, мен жеке өз басымда айтайын, нәшін өшкімен жатқанда алып қашып кеткен. Қазір күлкі, шынымен, сонда да өлген жоқпыз, бала-шаға бар, рахат, бейбітшілік заманда өмір сүріп жатырмыз. Шынымен, білмеймін, әйтеуір үйде ұйықтап атқам, тұрсам біреудің үйінде жүрмін. Басымда орамал, ашыман, папал дедім. Ты дома дедім. Шын, содан бір нәрсесін айтады, бір нәрсесін айтпайды, сосын тағы бар бірдеңе дедім, тыңдайын деп едім, айтпады. Содан жа үйде кішкентай 2 немере бар. Екеуін шақырып алдым. Аналар не деп жатыр, тыңда дедім. Екеуіне фас дедім. Екеуі тыңдайды, үйде өзі 2 құлағым бар. Құлақ. Пенсия түскенде анда-санда 500 теңге, 1000 теңге беріп қоям. Құлағына единше салмасаң, олар да айтпайды. Минусқа кіріп кете ма? Білмеймін. Солар екеуін айта, екеуін жіберем, екеуі тыңдайды, маған жеткізеді. Сосын мен айтам, әй, сендер мынаны алайын деп жатыр екенсің десе, маған айтады, сен өтірік естімейсің, бәрін қайықтан білесің осы дейді. Жаңа келін алды 400 мыңға, арманына жетті, ана көйлегін сыйқын көрдім. Ойбай, былай. Дейтіп тұр, күйеуі ана жерде 3 метр жерде тұр. Мен айтам, жақын тұрса, сөзім, иди порт дейді, көйлекті құртасың дейді. Не деген сұмды қол? Ішінің бәрі алюминиевый темір, сыртының бәрі тас. Ол ма, іштің емес. Артында сүйретіліп 8 ба 7 метр мата жүр. Сүйретіліп сырттағы мусырдың бәрін ішке алып кірді. Не деген? Мен қайдан білейін, енді жаңа кафеге кіргізіп жатыр, беташар басталады деді, жаңа ағайын туыс шақырып жатыр, бізге кір деді. Кіріп келе жатын, мен қонақтарға жайып қойған ақ мата екен дедім. Жаңағы матаның үстімен жүрдім, қайдан білейін енді елге жайып қойған. Ой, ұрып келе жатырмын. Ана жерде көрші кемпір кетіп бара жатыр капылдың үстінде. Әй, бері кел. Мата жайып қойған, матаның үстімен жүр дедім. Екеуміз ұрып келе жатырмыз ғой. Матаның үстімен жүріп келе жатырмын, қайдан білейін. Содан бір кезде мата көтерілді ғой былай. Көтеріліп, мыналар мені ұшырайын деп жатыр ма екен деп ойланып қалдым. Содан 1-2 қадам аттап едім.
Алдымда біреудің басы тұр. Қарасам жаңа келін, мыналар сәлемді қалай салатын болған. Артымен сәлем, мостыққа ма бір бәлеге тұрып атыр. Содан тағы бір екі қадам аттап едім, мама деді біреу. Қарасам келін. Басының үстінен екі бас түсті ғой. Шашы мынадай ұлдарды кірдей. Өтірік шаш салып алған, не деген сұмдық білмейм, не көйлек анау. Мына қара, біздің үйдегі келді, мынаны алып келді. Мына көйлекті алып келді. Мынаны киім дейді, қазір көрсетей, ат души тұрып көрсетей жүрсі. Мынаны киім дейді. Не мынау? Мынаны не қолы жоқ, не киім, мына етегін қара, бір тұстаған. Менің бір аяғыма сыймайды мынаның етегі. Мынаны киім дейді, артының бәрі сеткі, адам көрінеді денең тұрмақ. Өткенде қайдан білейін, бір көйлегінің сеткісін қиып алдым, сүт сүзіп алдым. Мен қайдан білейін, марлы таппағаннан кейін осы шығар дедім. Мынау неге осы көйлек, мынаны киім дейді, мынау киім ба? Білмеймін, киім шығар біреуге маған, мынау. Менің бетрамалымнан кішкентай осы. Мына көйлек тосса, іштеңеге пайдаға аспайды ғой. Не пол жуалмайсың, не ыдыс жуалмайсың, су алмайды. Менің көйлегім тосса, ыдыста жуасың, полда жуасың, артынан құрақ көрпе тігіп тастайсың ғой, рахат. Өмір бақи көз алдыңда. Мынау не? Ей, көрсін. Калошым сүртіп алайыншы осы. Өлтіріп сүртіп алайын, жақсы күн калош сүртуге жылтыратып. Ғыр-ғырды күні. Жабыстырып осыны көйетті. Жүрет келіп қалмады ма? Ойбай, келіп қалмасын, құрсынды 15 жыл бұрын келім болып түскенде соны кәдімгідей дірілдететін бүйтіп отырып. Қазір жайлап өзім дірілдеп атырмын. Өмір ғой, өмір. Иә, шынымен. Ана кісі деп отыр. Келіндір күліп отыр, ана кемпір бүйтіп отыр. Тұрш. Шынымен, мына, ойаба, мына қара, мына көйлекті алып келді. Мынау. Ананың сеткі болса да арқасы бар ғой, мынаны қара. Не мынау? Арқасы сарарған даласындай дым жоқ. Көп кісінің өзі 2 килограмм құрғырдың. Осыны алды. Мен айтам, қызыл көйлегің дейтін толып атыр. Неге алдың оны? Не істейсің мынаны? 45 мыңға не істейсің? Қызыл көйлегің толып атыр десем бе дейді. Оны 2 жерге кидім дейді. Сол адамдар болады дейді. 3 жерге ұят болады дейді. Мен айтам, мына көйлекті құрғыр 40 жыл киіп жүрім ғой мен. 40 жыл. Жаттап алмақ тұрғымда, ейсім білет ұж адамдар. Не мынау, сосын күйеуін айтады, ойбай, қызық мынау опшым. Күйеуін айтады, сен қызыл галстук алайын саған деп 5000 теңгеге галстук алып берді, күйеуіне 5000-7 мыңнан аспайды алатыны. Соны алып берді күйеуіне. Пара болайық, пара дейді. Мен айтам, күйеуің қызыл галстук тақпаса сенің байың екен білмей қала ма? Не мынау? Адам дейтін нервімді қоздырды, шынымен. Мына қарашы мына. Мен айтам, мынаны 58 мың теңгеге алғанша алма демейім, ал. Жалаң аяқ жүрген жоқ. Қызылы да бар, сарысы да бар, жасылы да бар, көгі да бар, мың. Алма демейім, ал. Жалаң аяқ жүрген жоқсың. Бірақ топырлат не істейсің, ысырап қылып дейін да. 58 мың теңгеге осыны алғанша ана көршінің баласы ауырып бәліністе жатыр. Дәрісіне бір тиын таппай. Сол 58 мыңға дәр алып берші, өмір бақи тілеуің тілейді ғой. Мен шалаң аяқ жүрсе ештеңе демеймін ғой. 1000 топлейі бар ғой, ала береді, лақтырғанда тақастасын байды осының. Мына екеуін 90 мыңға қара топлеймен қызыл көйлекті. Осы екеуін 90 мыңға алғанша көйлегі да жетеді, топлейі да жетеді. Мен айтам, ана ағаңның баласы квартирада жүр, аймай көшіп, қаңғып. Соның бір айын төлеп берш, біреу шығар жібереді, біреу кіргізіп алады. Мына қара, соның бір айын төлеп берсең, бала шағаңның тілеуін тілейді ғой, өмір бақи.
Ай, мен айтам, үйдегілерге де айтам, әрдайым осы жастарға да айтам, көшеде көріп қалсам да айтам, қайда жүрсем де айтып отырам осы. Ай, айналайын. Мына үйдегі ана жерде әлі ақсаулықта әжелер отыр. Ақсақалда аталар да отыр. Міне, әке де отыр, ана да отыр. Сол кісілердің, мына үйдегілерге де осы жердегі жастарға да айтарым, сол кісілердің әрбір сөзін емес, әрбір әріпін алып қалу керек, әрбір әріпін. Ол кісілердің сөзі де, өзі де өнеге, тәрбие. Мына ол кісілердің, мына үлкен кісілердің естісең баяғыда дейді, енем айтушы еді, шешем айтушы еді, әкем айтушы еді деген сөздері бар. Ертең сендер де өсесіңдер, ата, әже боласыңдар, сол кезде бала-шағаларыңа айтып отырасыңдар ғой. Бақытты болыңдар, аман болыңдар, бай болыңдар, тек қана денсаулықтарың зор болсын, ешқашан ысырап қылмаңдаршы. Енді мен мына өткенде бір жақсы бата беріп едім, сол батамды берейін. Батаның артықшылығы жоқ қой ешқашан. Берекелі дастархан болсын, қазаққа жаманды ойлаған ел тасталған болсын. Жамбылдың жасын берсін, Абайдың басын берсін, Сәкеннің сәнін берсін, Мейрамбектің әнін берсін, Кенжебектің шашын берсін. Бірінші ұшқан Гагарин, екінші ұшқан Титов, атамды бөлем бүйтіп. Көргендерің той болсын, жегендерің қой болсын. Салғандарың коттеджбен бақша болсын, айлықтарың миллиондаған ақша болсын. Жегендерің астық болсын, балаларың шетінен бастық болсын. Жылқыларыңның жалмен құйрығы сүзілсін, астаналықтарға жаманды ойлаған адамның желкесі үзілсін. Асын, тасын, осы жерде отырған халыққа жаманды ойлаған адамды Касимсот келіп, мұжып бассын, игигай, игай, игигай, аумин, аумин. Театрымыздың актері. Сахнада ақжаулықты ана, өмірде Ерболат Төлегенов. Міне құрметті көрермендер, ардақты ағайын. Осымен мерекелік концерттік бағдарламамыз аяқталды. Алдымен сіздерге алғысымыз білдіреміз. Уақыт жоқ заманда уақыт тауып келгендеріңізге және алғысымыз Астана қаласының әкімшілігіне мың алғысымыз білдіреміз. Рахмет. Ал мен енді ортаға бүгін өнерін көрсеткен барша театрымыздың актерларын сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға шақырайын. Бірінші болып бастаған Қайрат Әділгерейұлы. What's up, sucker? Медет Досқанаев. Қажет Смағұл. Қанат Әлжапаров. Ерболат Төлегенов. Әншілеріміз Ғаділбек Жанай. Алдабай тобы. Және Әзіл әлемі театрының көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Тұрсынбек Қабатов. Рахмет, құрметті достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше дейміз. Өйткені келесіде театрымыздың мерекелік 5 жылдық концертінде. Кездескенше аман сау болайық. Рахмет, Астана! Осы тамаша сіздер үшін.
береке, сағынысып көріскен бірге, жадыратқан жанды, күлкі сыйлап мәнді, сіздер үшін әзіл әлемі. Жадыратқан жанды, күлкі сыйлап мәнді, сіздер үшін әзіл әлемі. Қайрат! Сағыныштан сарғайып тұрар, көрермендер әзілге құмар. Ерболат! Мерекеде әлі жүздесеміз тағы, көріскенше аман болыңдар. Мерекеде әлі жүздесеміз тағы, көріскенше аман болыңдар. Күнде думан, күнде шаттық мереке, арта берсін қазағымда береке. Бірлік бақыт болсын күлі, шаттық енсің бар қазақтың үйіне. Қанат Әлжапаров! Өздерімен мәңгі біргеміз, ажырамас бергіргеміз. Аман болсын елім, мынау байтақ жерім, таусылмасын әзіл әлемі. Аман болсын елім, мынау байтақ жерім, таусылмасын әзіл әлемі. Күнде думан, күнде шаттық мереке, арта берсін қазағымда береке. Бірлік бақыт болсын күлі, шаттық енсің бар қазақтың үйіне. Бірлік бақыт болсын күлі, шаттық енсің бар қазақтың үйіне. Рахмет, Астана! Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.